бізбен кім санасады қазір? Тым білмейсің, мысалы, ағылшын. Кімге керек сен ағылшын тілін білген? Миллион толып жатыр қазір. Инстаграмда жүре алмайсың, Фейсбукта ашып қалсаң, ағылшын тілін үйретемін деген ана нейтив спикерлер дейді. Ағылшынның жаңағы нең американецтерің ана шорайып жүр ана жерде үйретемін. Екінің бірі ол факюді үйреніп алды қазір, мысалы. Адам атан тұрғызып қойды, ананың мүсініне сүйсініңдер деген кезде бәрі қарап рахаттанып тұрған кезде ібіліс келді, түрін құрсын атаң әлет деп бетіне пұл жаңағы түкіріп жіберген кезде кіндігіне жабысып қалды да, соны ойып алды да, ана адам итті жасап жіберді дейді ана жерден. Сонда ит кіндіктен жаралғаннан адамның досы, адам қайда бар, сол жақта өмір сүретін тіршілік иесіне айналады. Бірақ кейде ана ібілістің түкірігі араласып кеткендіктен жаңағыдай адамды қауып алатын содан екен деп соғады. Бала тәрбиесінде мен айтатынмын, баламды жақсы садиққа бердім, жақсы ойыншығын алдына үйіп төгіп беріп жатырмын, ойыншықтан көп зат жоқ. Алып бересің 20 мыңға дейді тастайды. Тағы ана балаға қызық емес та қарап тұрсам. Одан да сынық 4 машинамен біз бала кезде 10 жыл ойнаған едік та, балшықтан бірдеңе дүние жасап, ананы жүргізіп, мыналарға бүйтіп қараймын, мына менің өмірім мәнсіз, мынаның өмірінде мән бар ма деймін да. Бір сұмдық бір құбылыстар пайда болды да айналамда. Өмір мына құмарлыққа тоймайтын бір сексуалды импульстар бүлк етіп жаңа қайнап жатыр. Сол жоғары қарай көтерілген кезінде ол ойына не келсе соны істеп, қай жерде рахат бар, қай жерде ләззат бар, соның бәрін сіміре беретін бір тойымсыз қолмаға бұл бәле дейді. Сосын сенің жүйкең шығарып, сосын нервың ойнайды ана жерде. Мен мұны адам деп шақырып отырсам, студияға мына айтып тұрған сөзін қарашы, оңбағанның деп. Негізі адам кім деген сұраққа ешкім жауап бере алмау керек. Құдай қандай түсініксіз болса, адамда дәл сондай unpredictable дейді. Қуыс кеуде дерті бар екенін қайдан білсек болады? Ол қайдан білсек болады болған кезде, жалпы ең бірінші бұл диагнозды қойған кезінде, бұл 1926 жылдары басталады. Бұл Европада, Венада шығады. Себебі бұған дейін медицина айналысқан кезінде адамның ішкі дүниесіне үңілу біздің міндетімізге кірмейді. Онымен бұрын шіркеу айналысып келген жаңағы дін, шіркеу институты келеді тағын, жаңағы ксенздарға, молдаларына, өздерінің жаңағы поптарына келіп отырады тағын, ішкі дүниесін ақтарады, олар күнәң бар, жоқ, болмаса жаңағы кешірілді, кешірілмеді, тәуба қыл деген сияқты нәрсемен шығарып салады да. Олар айтады, біз көзге көрініп тұрған нәрселермен айналысамыз. Оқ тиген жерің болса, жаңағы операция жасаймыз, соқыр ішек деген сияқты. Содан кейін мен сөйтіп жатқан кезінде жалпы мына адамның санасын зерттеу мода болып кетеді тағын трендке. Сосын бір күні Зигмунд Фрейд деген кісі осы 19 ғасырдың аяғы 20 ғасырдың басында бұл адамның жүріс-тұрысының бәрі тек қана айқын санасында болып жатқан процестермен байланысты емес, мына түбінде ар жағында көрінбейтін бір жасырын сана тағы жатыр. Сол жанның қараңғы түкпірлеріне үңіліп, сол жердегі болып жатқан механизмдермен ұстап алатын болсам, адамның жүріс-тұрысын түзеп жіберуге болады дейді тағын. Ол өзінің кейбір адамдардың жүріс-тұрысындағы іс-қимыл әрекеттеріндегі шынымен де түсініксіз құбылыстарды бейсанамен байланыстырып түсіндіретін бір жүйе жасайды. Сөйтті бейсана деген пайда болып, елдің бәрі ой сұмдық екен, мынау репрессион дейді, жаңағы қазіргі мод трендке айналып кетіп, екінің бірі аузын тастамай айтып жүрген мына балалық кезде алған травма деген бар емес пе, детский травма деп екінің бірі қолданып жүр ғой. Қай ғасыр дедіңіз? Бұл 19 ғасырдың аяғы. Бізде әлі хит болып отыр ғой. Иә, ол бізде 120 жылдан кейін келді, біздегілер енді соны енді жаңағы тренд қылып келсін келмесін қолданып жатыр. Сол кезде бірінші рет айтқан. Сол кезде шынымен де ол кезде жаңағы морализм дәуірі деп айтады, болмаса викториандық эпоха деп те айтады. Ол ағылшындар дүниені жаулап, өздерін ақсүйек сезініп кеткеннен кейін өздерінің әйелдерін бұлар жаңағыдай біз таза қанды ағылшындарды таза сақтаймыз деген сияқты өздерінің әйелдерін қатты қысыммен ұстаған моральмен. Соның кесірінен әйелдердің жүйке жүйесінде ауру көбейіп кетеді тағыны, бұлар бұны шеше алмай қалады. Сол сөйтіп тұрған кезінде Фрейд келеді тағын, бұның бәрі жаңағыдай езілген, жаншылған, репрессия, осының бәрі адамның жанына жара салады тағыны, ол кейін іс әрекетінде көрінеді деп бұл бір жүйесін жасайды. Енді шынымен де енді оның мойындалатын да жері бар. Дұрыс жақтары өте көп, белгілі бір дәрежеде. Шынымен де адамның ішкі жан дүниесі түбіне үңілетін болсаң, ол адам өзі ұмытып қалған, өзі білмейтін, бейсанасында бір қараңғы түкпір қуыстарында қалып кеткен бір механизмдер іске қосылып, адамның өміріне әсер етіп тұрады деп, осыны дәлелдеп, соны жаңағыдай қазбалап табумен айналысады. Бірақ енді бұлардың қатты кетіп қалған соншама, бұлар жаңағыдай адамның бүкіл іс әрекетін осымен түсіндіріп беремін мен сендерге, жаңағы репрессиямен дейді тағыны, ақыр аяғында бұлына дінді талқандауға кіріседі. Себебі бәленің бәрі осылардың діндегі морализмнен шығып жатыр. Бұның бәрі жаңағы үйту болмайды, бүйту болмайды деп адам бәрін шектей беріп, тұсай беріп, матай беріп, ақырында сендер ауырып біттіңдер. Сондықтан Құдай ұғымын түбегейлі талқандап тастаса, Құдай ұғымы құрғаннан кейін дін өзі онсыз да автоматты түрде жойылады дейді тағын, бұл Құдайға қарай шабады. Сөйтіп тағы сендердің Құдай деп жүргендерің жоқ, бұл жалай ғана әшейін бала кезімізде біздің бейсанамызда ұмытылып қалып кеткен ұлықталған әкенің образы ғана. Біз кішкентай кезімізде әкемізді көреміз дағыны, соны асыраушымыз, біздің қорғаушымыз осы Құдай деп ойлаймыз. Есейгеннен кейін бейсанамыздың бір түкпірінде қалып кеткен бір әйтеуір түсініксіз бір Құдайға құлшылық қылып жүрміз. Тереңнен кетіпті. Иә, ол кісі тереңнен кеткен. Сондықтан оны әбден діннің
езгісінен жаншуынан ығыр болып отырған Европадағы әсіресе әйелдер жағы бұны төбесіне көтеріп жаңағы табынып кететін себебі сол, бұның қатты ұлықталатыны. Енді бір шетінен бұл процесс қазір белгілі бір дәрежеде Қазақстанда да жүріп жатыр. Бар. Иә, соңғы 25 жылда мына біздің надан діншілдік жайлап, әсіресе салафизм, ваххабизмнің кезінде қазақ қыздарының бәрін бүркемелеп, жаңағыдай көрінгенге тоқал қылып, біреуіне алып, біреуіне лақтырып, әбден әйелдердің, қазақ қыздарының абыройын бәрін жаншып, езіп жібергеннен кейін бұдан қашатын жол іздейді дағыны. Қазір тәңіршілдік дейді, болмаса агностик дейді, атеизм дейді, тағы осындай бірдеңелер тауып алады. Соның бәрі негізі ана жағы шатақ, болмаса надан, қате кеткен діннің шабуылынан қашып құтылу үшін бұлардың қолданып жатқан реакциялары негізінде. Сондықтан енді осы процесс қатты белең алып кетеді дағыны. Содан бұл адам бұл өмірдің мақсаты, мұраты енді Құдай да емес, басқа да емес. Әңгіменің шындығына келген кезде адам бұл өмірде рахат үшін өмір сүреді. Біз өзіміздің мына ішкі жан дүниеміз дейміз бе, бейсанамыз дейміз бе, болмаса адамның өзегі дейміз бе, мәйегі дейміз бе, бүйтіп түсіндірейікші. Адамды ұстап алып дейді да, сыға берсең дейді, мына сүйегінің бәрін, етінің бәрін сындырып, мыжып, жан дүниесімен қосып престей берсең, бәрін ағызып жіберсең дейді. Ең соңында мынау адамды адам қылып тұрған түпкі матрица осы еді деп ұстап алатын нәрсе не деген сұрақ қойылған. Соған енді біреулер сана дейді, біреу рух дейді, анау дейді, ұстай алмайсың енді, ол түсініксіз нәрсе. Соны енді әркім талпынып өзінің теориясын ұсынып жатыр ғой енді. Сол кезде бұл Фрейд көкемізде келеді дағыны, адамның түбінде ид деп, латынша ма, грекше ма, мен білмеймін оны, сол ид деп айтайды әйтеуір. Ол не десе, ид деген мына адамның ең түпкі жаңағыдай тұғырына дейін, түп тамырына шейін түсетін болсақ, сол жерде ядрода жатқан зат өмір мына құмарлыққа тоймайтын бір сексуалды импульстар бүлк етіп жаңа қайнап жатыр. Сол жоғары қарай көтерілген кезінде ол ойына не келсе соны істеп, қай жерде рахат бар, қай жерде ләззат бар, соның бәрін сіміре беретін бір тойымсыз қомағай бұл бәле дейді. Бірақ ол қомағайлыққа жұтыла берсе, социум болып, қоғам болып, қауым болып қалыптаса алмай қалады да, өзіне қауіптенеді. Сондықтан қауымдасып өмір сүру үшін амалдың жоғынан қауыммен де санасуға тура келеді да, сырттан социологиялық қысым дейді. Яғни ол жұрттар не дейді деген әңгіме содан шығады. Қоғамның тарапынан үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды, неге үйтесің, маған зиян тиіп жатыр деп сырттан шабуылдағаннан кейін ортасынан бұны рационалды түрде жүзеге асырайық. Яғни мен ішкі құмарлығымды біреуге зиян тигізбей әдемі формада шығарайын дейді дағыны. Ортада эго деген қалыптасады дағын. Сол эго деген өзінің жаңағыдай ойлау қабілетін пайдаланып неше түрлі түптен көтеріліп келген жаңағы сексуалды импульстар арқылы келген қуат бар емес пе, соны сублимация жасаймыз дейді. Сублимация деген екінші бір түрге айландырып жібереміз дейді. Мысалға будың суға айналып мұзға айналғаны сияқты өзгертіп жіберейік дейді. Сөйтіп одан жаңағы өнер шығады, өлең шығады, ән күй шығады, мәдениет шығады. Сондықтан сендердің мәдениет, анау философия деп жүргендерінің бәрі шыны керек, егер мен бұны түбіне қарап, тамырына қарай қазатын болсам, ең түбіне барғанда Құдайға деген құмарлық, ақиқатқа деген бір ашқарақтық жатқан жоқ. Бұның түбінде сексуалды импульстарды мындай әдемі рационалды түрде жүзеге асыру деген нәрсе жатыр. Сондықтан бұдан былай өнерге табынып, деп оны ғайыппен байланыстырған доғарыңдар дейді ғой. Содан оған елдің бәрі еліріп кіріп алып, құндылық атаулыны, кей атаулыны талқандаудың өзі сол кезде басталып кетеді. Енді бұл процесс жүріп жатқан кезінде екінші біреу шығады да оған реакция көрсетеді. Ол Альфред Адлер шығады, сөйтіп тағын айтады, жоқ, сіз шамадан тыс адамды кішкентай кезінде байлап тастадыңыз, бәленің бәрі туған кезінде жаңағы миының қыртыстарында қағып кетті анау деп. Біз көріп жүрміз қаншама адамдарды біз арманға, мақсатқа, мұратқа ұмтылдырып, сол арқылы оларды біз комплекстерінен құтқарып, оған жаңа тағдыр сыйлап жатырмыз. Сондықтан адам олай емес, адам статус үшін өмір сүреді, мәртебе үшін өмір сүреді. Қазақша айтсақ, қоғамда кімсің пәленше болып жүргісі келеді бәрі. Сондықтан да бұның қазақша формасы бізде қазақтарда жаңа байыған, сәл шырбыткен, бір-екі тендер ойнап жақсы ақша ұтқан балдардың бәрі бірденнен салоннан машина алмасаң, қымбат сағат тақпасаң, мына Швейцариядан келген, болмаса бір жақсы коттедж үй салмайтын болсаң, сені ешкім сыйламайды деген бір өздері қате концепция жасап алады. Сөйтіп тағын байығанын білдіру үшін бірден бұлар той жасауға кіріседі. Сосын достарымен кездесуге барған кезде жаңағы джип мініп барады, одан кейін қасқырататын мылтығын сатып алады, легализовать етіп. Енді оның да сыртына шыққандары енді тоқал алумен айналысады бізде. Иә, сосын балдардың арасында бұл кейіннен біз Қазақстандағыны айтып жатырмын. Неше тоқалың бар, екі-ақ тоқалың бар ма, біз үшеуге келіп қалдық деген сияқты ол сондай жеңіл әзілге айналып кете береді. Сондықтан бұл Адлер осыны айтып жатыр ана жерде, мәртебе деп. Адам негізі мәртебесін көтеру керек. Біз бәріміз де екінші сортты болып, жаңағыдай есікте отырғымыз келмейді, бәріміз төрге шығып, кімсің пәленше болып шалқайып отырғымыз келеді. Сондықтан бізге мотивация беріп тұрған нәрсе қалайда қоғамда
бір жоғары ранг мәртебе алуымыз керек. Сол үшін біз оқимыз, сол үшін ұмтыламыз, неше түрлі үйірмеге барамыз. Бұл кейін Қазақстан қоғамына осыдан 10 жыл бұрын жақсы жұқты да бұл вирус. Бүкіл өтірік жалған коучтардың бәрі шығып алды да, мен сендерге мотивация беремін, қалай баюды үйретемін, қалай атақ шығаруды үйретемін, қалай просмотр көтеруді үйретемін. Сол кетті анау деген. Жаңағы қуыс кеудеге келе жатыр әңгіме. Бұл енді Европада бір болады да, 100 жылдан кейін бізге келеді сосын. 100 жылдан кейін келіп тұр. Ол кезде бізге келе алмай қалған себебі бұл біз сыр жаңағы жабық жаңағыдай темір перде деп аталады. Бәрін атта ешкім кірмейді, ешкім шықпайды деп жауып қояды да. Европада бүлк қайнап жатқан идеялармен біздің шаруамыз жоқ. Біз жаңағыдай Ленин, коммунистік партия қайда деді, сол жаққа кетесің, болды, бітті, партия өмір қателеспейді деген идеямен бұлар 91-ге дейін шауып келді ғой. Содан шекараның бәрі патыр-пұтыр құлаған кезінде мына ішіндегі адамдардың бәрі адамда жан бар ма, құдай бар ма, мотивацияны біз не үшін өмір сүреміз деген сұрақтар бетіне қалқып шыққан кезінде сол кезек-кезегімен келе берді ғой 100 жыл бұрынғы ескірген идеялар. Сөйтті дағыны 26-шы жылы бұлардың жаңағыдай алғаш адамның психоанализ дейді, ішкі дүниесіне, бейсанасына сүңгу арқылы оның жүріс-тұрысын түзейміз деген мектеп қалыптасып жатыр ғой. Біреуі жаңағы Фрейд қалады, екіншісі Адлер қалады. Енді үшіншісіне жап-жас 21 ма, 23 ма жасар медицинада оқитын Виктор Франкл бар, сол үйірмеге жазылады. Сол кезде келген кезде сені де біздің ғылыммен айналысуға итермелеп алып келген қандай невроз дейді ғой. Яғни қандай невроз дегені сенің де жаңағыдай ішкі дүниеңде, сенің де түпкі тамырыңда жаңағыдай бір сексуалды импульстар сені бір мәртебеге ма болмаса бір құмарлыққа ма айдап алып келіп тұр. Сен сол құмарлығыңды басқа бір жолмен қандырғың келіп бізге келіп тұрсың деп сөйлеген сөзі ғой енді. Бұл соған жүйке соғызады. Себебі Виктор Франкл ол діни тәрбие алған адам. Кішкентай кезінде 5-6 жасында бұны әкесі оқытқан. Әкесі бұны тақуа, сол жерде Венада үлкен патшаның сарайында ол канцелярияны басқарған адам. Мүмкін өзі жаңа ет жемейтін күндері бар, өздерінің адал деп есептейтін ас ауқаттары бар, соны таңдап жейтін тақуа адам анау. Соның баласын үйреткен. Соны бұл тұрады да айтады: тоқтай тұрыңдар жігіттер. Сендер алдарыңа арман арқалап келіп, неше түрлімен адамдардың өмірін түзеймін деп мен сондай үлкен бір адамдық мұратпен келіп тұрмын. Сен неврозың сен айтып тұрған. Айтады: енді одан басқа не? Барлық адам невроз деп соғып отыр. Бұлар барлық адамнан тек ауру, невроз көреді. Мен тіпті адамдық мұратымды, адамдық парасатымды, адамға ғана тән игі істерге ұмтылатын қасиетімнің өзін олар таптап тұр. Мысалға, атың кім еді? Ұлан. Мысалға, Ұлан келеді дағыны: келіңіз Санжар мырза, Санжар аға, екеуміз подкаст жасап, мына жерден бір қуыс кеуде деген дерт бар екен, қауіпті. Соны қазақтың қоғамына айтайық, жайық біздің қуыс кеуделікке ұшырап жүрген жаңағы кәсіпкер жігіттер болатын болса, осы ауруынан құтылып бала шағасын дұрыс тәрбиелесін деген ниетпен шақырдың ғой енді мені. Онда олардың көзқарасы бойынша былай болады: Ұлан, сен қандай неврозбен келдің сен бұл жерге? Мына подкаст қандай неврозбен ауырып сен атаққа жету үшін ба, жоқ әлде осымен тағы да просмотрын көтеріп алып, тағы да қызғырқынмен ойнап күлу үшін, жаңа өзінің құмарлығыңды сублимация жасап, басқа бір түрде жүзеге асырмақшысың ба деп мен саған диагноз қоямын. Сосын сенің жүйкең шығарып, сосын нервың ойнайды ана жерде. Мен мұны адам деп шақырып отырсам студияға, мына айтып тұрған сөзін қарашы, оңбағанның деп. Сондықтан бұл жерде нервісі ойнайды Франклдың. Сосын далаға шығады да тұрады айтады: мына түрмен бұлар бүйтіп кете беретін болса, қоғамда сау адам қалдырмайды, бұлар бәрін адамның құндылығының бәрін таптап жібереді. Сондықтан мен бұларға майдан ашамын, ғылыми дейді. Сөйтіп тағын бұл келеді тағын достарын жинап алады, айтады: бүгіннен бастап ана үйірмеге ана жаңағы сублимацияларға ғылыми соғыс ашамын, мен бөлек мектеп болып қалыптасамын дейді. Сөйтті: ал сен айт онда дейді, адамның мұраты не, біздің мотивация, бізді өмірге ұмтылдырып тұрған нәрсе не? Сол тұрады айтады: мына сендердің айтып отырған заттарының бәрі белгілі бір дәрежеде дұрыс, адамның жаңағыдай мәртебеге ұмтылатыны да рас, жаңағыдай құмарлықтар оны құтыртып тұратыны да рас, бәрі рас. Бірақ мұның бәрі адамның түпкі несін, болмысын аша алмайды. Адам түптің түбінде негізінде қайтсем біреуге пайдалы боламын деген нәрсемен өмір сүру керек. Сондықтан біздің түпкі адам трансцендентті болмыс. Яғни трансцендентті болмыс деген адам ғайыптық, тәңірлік, илахи, жұмбақ, қасиетті болмыс. Біз басқа заттармен, жануарлармен біз шатыстыруға болмайды. Егер біз басқалармен салыстырып шатыстыратын болсаңдар, онда адамзаттың бір тиын соқыр құны қалмайды, мына қоғамда көресіңдер деп айтады. Соны енді айтқан айдай келген қарасайшы, бұны бәрі күледі, мазақтайды, сен дейді жағы қайттан дінді алып келе жатсың, өмірдің мәнін түсіндіремін деп манипуляция жасайсың, сосын адамдардың жақтастарын көбейтіп алғаннан кейін өмірдің мәнін мен сендерге айтып беремін, маған ақша төлеңдер деп, ертең сен де өзің қызғырқындардың ішінен аулап, тоқал көбейтіп, болмаса ақша көбейтіп байып кетпейтінге қандай кепілдік бересің? Біз онсыз да мына шіркеудің гегемониясын зорға құтылдық, елдің бәрін жинап алып өзін табындыратын ана ксенздардан. Енді сен шықтың ба дейді ғой бұған. Бұдан мен шықсам ғылыммен шығып тұрмын ғой, академиялық алаңда. Келіңдер айтысайық, тартысайық, төбелесейік. Сөйтіп бұл айтысып тартысып жатқан кезінде
ол кезде дін редукцияға ұшырап жатыр, профанизация дейді. Дін жоқ. Дін бітті шаруасы, ешкім сенбейді да, бармайды да, олар уже күннен күнге жақтастар азайып бара жатыр. Қазақстанда бұл процесс басталды. Соңғы 1-2 жылда соқыр құлшылық жасай беретін жастардың саны күрт кеміді қазір. Діни жамағаттар қазір паникаға түсіп жатыр. Соқыр құлшылық деген қандай? Соқыр құлшылық деп отқан, жасап отқан құлшылығына философиялық мән жүктемейді, сұрақ қоймайды. Бұл не үшін болып жатыр, бұның қандай пайдасы бар деп сұрамайды. Айтты ма, болды, істей беру. Бас көз жоқ, әдетке айланып барады. Иә, солай десе. Болмаса жаңағыдай дрессировкадан өткен жолбарыс сияқтысың дейді. Кейде Павловтың иті деп те айтады. Сондай өте жүрекке ауыр тиетін терминдер қолданады енді ғалымдар, көндіруге тура келеді. Сондықтан бұған бір күні 30-шы жылдардың ортасына таман, 31-32 жылдар ма, есімде жоқ. Үйім бір есігін бір әйел келіп қағады. Қараса, бұл Нью-Йоркта үлкен бір театрда балет билейтін сондай өнерпаз екен. Соны келеді тағыны, мен осында Нью-Йорктегі бір синагогадан келдім, бізде Раввин пәленше деген кісі сізге хат беріп жіберді дейді, хат беріп кетіп қалады. Хатты келіп ашып қалса, ана жерде жазған: болды, біздің ұстанып жүрген дініміз тынды, өлді шаруасы, ендігі буын мына руханиятқа қызықпайды, адамгершілікке қызықпайды, адамның мұраты, адамның өмірінің құны деген заттар талқылаудан қалды. Бәрі жаңағы жаппай фридизммен ауырып, бәрі сол жағы ғылымға табынумен кетті. Біздің синагогамыз қаңырап бос қалды, тек шалдар өзіміз ғана қалдық дейді ғой енді. Сөйттіғын үміт сенде балам дейді, сен мені танымайсың, мен сені танымаймын, бірақ мен сен ғылыми мақалаларыңды оқып танысып жүрмін. Болашақта осы адамның өмірінің мәнін анықтау арқылы адамның құнын енді сен қайттан арттырмасаң, адамның болмысын сенің ғылымың сақтап қалмаса, бізден қайран жоқ айналайын. Сондықтан тілектес бір пәленше деген көкеңді біл дейді, қол қойып қояды. Бұл оған қатты шабыт береді, бұл бұзып қайттан шығады ана жерден. Бұл қысымға ұшырап жатыр, бәрі жабылып текпілеп жатқан бұны. Содан бұл шығаттаған қайтадан күшейіп келе жатқан кезінде бұның атағының бір шығып кететін себебі ана бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп қалды ғой Австрия. Сөйтті бұлардың бәрін жерлерінің бәрін ана Габсбургтер деген атақты империя өздерінде ақсүйектер. Бүкіл патшалар жан-жаққа таратып бір-біріне үйленіп сөйтіп отырған солар. Солардың бәрі бірінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп қалды да, ана картаның бәрін сызып Версальда жиналып шекараны белгілеген кезде ана маяқта уже Ресей империясы тарап кеткен, аяқта Австрия, Венгрия тарап кеткен, бәрі бөлшектеніп қайтадан ана Пруссия быт шығып кеткен, Германия кішірейіп қалған деген сияқты. Соның кесірінен қатты адамдардың жаңағы амбициясы басылып қалады. Сосын әскери генералдардың бәрі өмір сүруге деген құлшынысы түсіп кетеді. Енді оның алдында империяға қызмет етеміз, біз император үшін өлеміз деп жүрген адамдар қарсы. Империя жоқ, императорда жоқ, империяда мағына жоқ. Не үшін оқыдық біз пәленбай жыл жаңағы әскери кадетте, не үшін оны жаңағыдай соғысқа кірдік біз соншама, кім үшін соғыстық сонда біз деген сұрақтар тұр ғой. Сөйтті бұл әскерилердің арасында да өзіне қол салатын адамдар көбейеді. Сосын жастардың арасында кетеді, идеал жоқ, суицид басылады. Сол кезде бұл келеді тағына, тоқтай тұрыңдар дейді, әркімге көмектесіп әртүрлі жолдар ойлап табады. Сосын өзінің де мәнге деген ұмтылысын дәлелдеу үшін бұл түске дейін байларға қызмет етсе, түстен кейін кедейлер тегін емдейтін тағы бір клиника ашып алады. Сосын әртүрлі методтарды қолдану арқылы жастарды жаңағыдай қайттан өмірге құштар қылып жатқан. Сөйтіп тұрған кезде 36-тан 34-тен Гитлер билікке келіп қалады. Сайлаудың кезінде сөйтіп тағыны ол көкеміз келеді тағыны, нацистік партия тақты алады, билікті. Сөйтіп тағыны бұл әңгімені бастайды. Арийлер жайында біз адамзатта асыл тұқымбыз біз. Сосын жаңағы бұл асыл тұқымның бәріміз қорғауымыз керек. Қаяқта немістің қаны ағып жатқан адам бар, соның бәріміз правосын, құқығын қорғаймыз дейді тағыны. Ана жан-жақтағы Польшада қағып кеткен, мысалға біздің Монғолияда қағып кеткен, Қытайда қағып кеткен, Россияда қағып кеткен қазақтардың құқығын қорғаймыз деп, оларға тиіскен сияқты нәрсе ғой. Сөйтіп аналарға тиіседі тағы, бұл Австрияға бас салады. Не Австрияға соғысатын шамасы жоқ, олар бірден беріледі. Соны келеді, бұлардың бәрін ұстап алады тағыны. Енді біздің өсіп өнімізге кедергі болып тұрған кім дейді, еврейлер, онда давай бәрін алды өртеңдер дейді, бұлардың бәрін апарып өртейді. Сөйтіп тұрған кезінде бұл Құдайдың құдіретімен ана 41-ші жылы келіп бұны тұтқындайын десе, ана офицер бұның өзінің бұрынғы пациенті. Қайда, врач сен ба? Танимын, баяғыда бізді емдеуші едіңіз. Ұят болады енді, мен сені алып өртеп жатсам, мен жерде құрысын дейді, бұны 1 жыл тиіспей қояды. 42-ші жылы бар, бұл ана офицер орнына ауысып кетеді, орнына басқа біреу келеді. Жағып жатқан пеште адамдар керек, үнемі жанып тұрады. Отын ғой бұлар енді адам емес. Атты бұны тағы да семьясымен жібереді. Ол түрмеге түскеннен кейін бұның бүкіл семьясы қырылып қалады. Әкесі, шешесі, туған ағасы, жеңгесі, әйелдің ішіндегі туылмаған баласымен қосып өлтіріп тастайды. Соны бұл өзі түседі тағыны, сол кіргеннен кейін бұның жаңағы бұған дейін Фрейд екеуінің арасында айтыс тартыс болып отқан. Бұл Фрейдтен өзі 40 жас кіші. Сонда ана айтқан ғой, сендердің ар ұят, адамгершілік, ақыл парасат деп жүргендер бәрі сублимация. Негізі жоқ ол. Адам қоғамда кімсің пәленше болып, сыйлы болып жүру үшін сондай ұғымдарды өзіміз ойлап тапқанбыз. Мына адам ар ұяты бар, анау мынау деп. Негізі жоқ оның бәрі. Оны әшейін мен итімде ана үйде жүрген
кілемге кішетіп қойған кезінде ана ненің диванның артына тығылып ұялып отырады, сенің айтып жүрген ұятың менің итімде де бар деп соққан ғой, анау дәлелдеген ғой сөйтіп. Ал егер шындап келгенде адамның бәрін қысып бір жерге қамап қойып аштан қатыратын болсаң, бірінің етін бір жейді, каннибализм өршиді ол жерде деп айтқан. Бірақ енді эксперимент жасай алмайсың ғой сен. Адамдарды қайқа апарып қамап қойып бір-бірінің етін жегізесің мысалға. Ол мүмкін емес қой 20-шы ғасырдың басында. Соны енді Франкл айтады, соны баяғыда Фрейд 39 болып қалды ол жағынан рак шығып. Бұл 42-де жатыр түрмеде. Соны айтады, ай Фрейд болғанда ғой осы кезде дейді. Неге десе, қарашы мынаны дейді, сол айтып еді дейді, ақыл, парасат деген нәрсе жоқ. Егер адам бәрі ол жағдайы жақсы кезде ораза жаңағыдай ораза намаз тоқтықта деген сияқты бұлар тоқтықта ұстап жүрген діндері қысылған кезде жайына қалады. Бұлардың бәрі жаңағыдай өзінің хайуани түпкі ядросына өзегіне оралады деген ғой бұлар. Соны қараса дейді, бәрімізді алдыдағыны қамап қойды дейді ана жерге. Байы бар, бағланы бар, ақсүйегі бар, әншісі бар, бишісі, күйшісі, шофыры, мофыры, жаңағы мұржа тазалайтын бәрін апарып бірге қамап қойған ғой. Енді бұл жерден шығу керек дейді. Ал енді адамдар күннен күнге қысылып келе жатыр ана жерде, аналар аштықтан қатырып жатыр. Енді бірінің етін жемей ме? Енді адамдағы ар, ұят, ақыл, парасат деген адамға ғана тән қасиеттер шынымен Фрейд айтқан сияқты буланып ұшып кете ме ана жерде? Тек хайуани қасиеттер қалып, жыртқыштар жиналып алып бір-бірін жей ме? Жоқ, ана сақтала ма соңына дейін? Қараса, бұлар мына бір күнге мына бір спичкінің оттықтың дәулігіндей ғана бір нан береді қатып қалған. Ол 100 граммға я жетеді, я жетпейді. Соны бұлар майда кубиктерге бөледі, қалталарынан қуыс-қуыстарын шалбарын тығып тастайды дағына, тілінің астына бір кубиктен тастап, соны ана бірден жеп қоймай үшін күні бойы сорып жүреді. Соны кейбір жақсы жігіттер аштан өлейін деп отқан кезде өзі қалжырап өлейін деп тұрған адамдар соңғы қалтасындағы түйір нандарын алып досының аузына салып жатыр дейді, ананы арқалап аман қалсын деп. Сол қарап тұрады, Фрейд өліп қалды дейді, көзін шұқып көрсететін оқиға еді дейді, жерде. Көрдің ба дейді, адам өліп бара жатыр өзі аштан. Қасындағы адам мен өлсем өле берейін, бірақ маған қарағанда сен қоғамға кішкене пайдалы адамсың ғой, өнерің бар, сен кейінгі ұрпаққа бірдеңе жеткізесің, айтып мен өлсем ғой, адам зат ештеңе де жоғалтпайды оны деп, ананың аузына нан тастап жатыр ана жерден. Сол тұрады айтады, все, Фрейд қателесті дейді. Адам шынымен де түптің түбінде біреудің қамын жей алатын, өзінің құрбандыққа ізгілік идеясы үшін өзінің құрбандыққа шала алатын қасиетті тіршілік иесі деп бұл сөзден қайттан шығады. Себептен адамдардың бәрі суицидтің көкесі соның ішінде көтеріледі. Себебі ана ауыр қорлыққа шыдай алмайтын адамдар бір-бірін барады, өздері барады да өз еркімен не асылып қалады, петля жасап қойған, асыл өлем дейтін болсаңдар есік ашық деген сияқты. Екіншісі өте жоғарғы кернеумен сын тартып тастайды. Асыл тоққа түсіп өлем дейтін болсаңдар мін деп. Соны қорлыққа шыдай алмаған адамдар, жігіттер барады да өзін сымға тастайды, пәлен маймыл вольт ұрады, ол өліп қалады. Енді өлгендердің бұл ғалым ғой енді. Кім өлді, қанша жасар адам өлді, кім таниды оны мысалға, пәленше таниды. Досын қай жақта туып өсті, кішкентай кезінде қандай құндылықпен өсті, қанша кітап оқыды, кітап оқитын бе, театрға барады ма, бәрін зерттеп отыр, бір-бірін таниды ғой. Діннен хабар бар ма? Иә, бар ма жоқ, оны да сұрайды. Бәрі бір қаладан ұсталынған, бір районнан түскен балдар ғой. Таниды, бір-бірін сұрап біліп ала салады ғой. Соңғы қараса, соның ішінде ең көп өлетіндер, қазіргі тілмен айтқанда біздің қазіргі ақшасы көп, бірақ мынандай жігіттер пайда болған жоқ па? Мен вообще кітап оқи алмаймын. Мен 2 бет кітап оқысам ұйқым келеді дейтіндер бар емес па? Солар сымға қарай кетеді. Сосын мына еңбексіз табыс тауып, сосын тапқан табысын жаңағыдай қыдырып балық аулап, болмаса саунаға барып, бір-бірін сыпырғымен сабалап, болмаса қасқыратып ойнайтын балдар бар. Жеңіл тапқандар. Жеңіл тапқандар. Жеңіл жолмен ауыр еңбексіз келген табыспен байып кеткен жігіттердің бәрі ана келіп қысқан кезінде қуыс кеуделік деген сол кезде көрінеді. Ана сыртта қысымға іште төтеп беретін не жоқ, өзек жоқ ана жерде. Құрыштан құйылған, бәрі морт. Мінез жоқ. Мінез деп енді қатты айтпай-ақ қояйық, тіпті тірі қалсам деген арман құлшынысы жоқ та, ол өзінің өміріне ешқандай мән көрмейді мысалға. Мен өле қалсам, адамзат не жоғалтады деген мысалға. Мақсаты жоқ қой онда, бір маңызы жоқ. Мысалға қанша қысым болып жатса да, алаштың зиялылары өздеріне қол салмай соңына дейін төтеп беріп отыра береді мысалға. Себебі ғайыптан тайып тірі қала қалса, олардың кейінгі ұрпаққа беретін бір нәрсесі бар да, бір мұрат үшін өмір сүріп жатыр оларда. Ал жерде дымда жоқ қой енді. Сондықтан мына ішкі әлемге өту деген болады. World in the world дейді енді алынша. Әлем ішіндегі әлем деген. Ана сырттағы оқиға тым көңілсіз, бәрі жаңағыдай былғаныштың ішінде жатыр, жуынбайды, шайынбайды, биттеп, құрттап, ана жерден боқтық сөздер көбейіп кетеді ана жерден. Қасында адамды өлтіріп жатыр, сабап жатыр, қан шашырап жатыр. Осы оқиғаның бәрін адамның көңіл күйін түсіріп жіберетін болғаннан кейін бұлар ішкі әлемге өтіп кетеді дейді. Ішіне түсіп кетеді дағыны, бұл өзінің іште жүрегіндегі, көңіліндегі жасап алған әлемі бар емес пе? Сол әлемнің ішіне саяхаттайды, кейіпкерлермен сөйлеседі, музыканы құлағына алып келеді, елестетеді, сол күйді есіне түсіреді, жаңағыдай симфония тыңдайды деген сияқты былайша айтқанда.
сол ішкі әлемі байлар тірі қалды дейді да ана жерде, оларға дымда болған жоқ дейді. Бұның да өз мысалы келтіретін жері бар. Кейде бұл әйелмен отырып сөйлесетін болған, кейде қатты суық қысқан кезінде анау үлкен андай университеттің кафедраларында тұрып алып лекция оқып отырған сияқты қылып сол студенттермен сөйлесіп ол сұрақ қойып бұл жауап беріп тұрған болсын, қиялдың ішінде жүрген кезінде ана сырттағы болып жатқан ауыр оқиғалар бұлар сезбей қалады, байқамай қалады. Медитация ғой бұл да бір. Енді қазіргі сендердің замандарыңда сонда медитация, жаңағы мотивация деген сөздер мода болғаннан кейін енді сендер қолдана бересіңдер ғой, басқа жоқ. Енді мен жай байқап қолданамын да, бұны олар өйтіп айтпайды негізі. Бұны self transcendence деп айтады. Адамның өзін ұмытып ғайыпқа сіңіп кетуі деген. Содан бұл тұрады дағыны сол жерде бақылап отырады да, өзі жазба жүргізіп отырады. Кім өлді, қалай өлді, неден өлді, кімдер тірі қалды. Сөзіңізді бөлейінші. Мысалы қараңыз, бұл ғалым. Иә. Бұл адамдарға эксперимент жасай алмайтын білді, бірақ ана жерде бір жағдайға тап болды да жасайтын. Бұда енді өлуге бір қарны ашуға уақыты жоқ ғой, өйткені бұл экспериментін болып отқан жерде жасап қалу болып тұр ғой мақсаты. Иә, бұл қарны да ашпайды, мұздамайды, өйткені көріп, зерттеп, ананы қарап, нетіп жүр. Яғни бұл не үшін екені бұда. Иә, мен не үшін тірі қалуым керек, не үшін күресіп жатырмын деген бірдеңке жазып жатыр да, осыны шығару керек кейін. Дұрыс. Яғни бір мақсаты болғаннан кейін бұның өлуге уақыты жоқ. Байымдауға, қайғыруға, аштан қатуға, бір өзін рухани сындыра алмайды ғой. Иә, дәл солай. Бұған қызық болып тұр ғой былайша айтқан кезде. Иә, қызық болып тұр, иә. Ол мысалға айтады, тіпті ол кірген кезінде бірінші шмон дейді ғой, тексерген кезінде бұның мына логотерапия жасаған қолжазбасын тауып алып, мынау не деп сұраған. Мына қолжазба бұл менің 15 жылдық зерттеуім, ғылыми еңбек, анау мынау фашистер бұл неғасың сен ғылыми еңбек, қойшы айналайын, ол пешке жағып жібереді да, бұны өзін айдап жібереді. Бұл өзі өлуге сәл-ақ қалады, ол кез айтады ғой, жаңағы бәрің түнде келіп біреу ескертеді бұларға, ертең түрлерің абыржып тұратын болса, бәрін пешке жағып жібереді, арам тамақ жұмысқа жарамайды. Сондықтан беттеріңді сынық айнамен қырып тастаңдар, беттерің қып-қызыл болып көрініп тұрсын. Соны барлығы беттерін қырып қызыл болып, ертең ана офицердің алдына барғанда беті қызыл жайнап тұр, жұмысқа жарайды, арам тамақ емес деп бұны алып қалады ана жерде. Соны деп Құдай берді дейді дағыны, ары қарап бұл басынан бастап қайтадан. Сондықтан мен не үшін өмірге талпынып жатырмын? Ал енді мысалға өмір үшін күрес басталды енді, сол жерде. Ал енді сендер концлагерьде жатсыңдар. Нағып енді осындай қорлықты көргенше, өлгеннен кейін өмір жоқ болатын болса, бұл қорлықты азап шеккенше өле салмайсыңдар ма? Нағып өмір үшін, тіршілік үшін сендер жанталасып күресіп жатсыңдар деген кезде сұрақтың жауабын сен бере алмай қаласың. Франклдан келіп сұраса айтады, мен тірі қалуым керек қалайда дейді. Неге десе, менің миымда кейінгі адамзатқа пайдалы қаншама ғылыми ақпарат берерім бар. Сонымен өлуім керек, тірілуім керек, сақтап кейінгі жаңағы ұланға, санжарға тастап кетуім керек деген сияқты. Оның көкірегінде арманы бар. Ал енді берер дым жоқ. Сен не үшін тірі қалайын деп жатсың? Не істейсің тірі қалғанда деген сұраққа беретін жауап жоқ. Не істейді олар мысалға? Тағы да ішем жеймін қыдырамын деп жауап беремін. Біртүрлі ғой. Оның бәрін атты қысып тастады мыналар. Сондықтан қуыс кеуде ешқандай жаңағыдай мәдени құндылық жинамаған, арман мұраттарының бәрі аласарып кеткен. Жаңағыдай понт дейсіңдер ме сендер, не дейсіңдер жаңағы? Мақтан. Мақтан шырт-пырт киініп алып жаңағыдай дүниемен жылтырақпен, сосын баласын жаңағыдай жекеменшік мектептерге беріп мақтанып, баласы ағылшынша факиу десе, мынау тілі ағылшынша шықты деп. Тура сол. Иә. Одай жігіттердің бәрі ол жерде тағдырдан таяқ жейді. Өлім құшады, көбісі абыройсыз өледі. Бұл дерттің, қуыс кеуде дертінің симптомдары ма? Иә, енді көрінетін жері енді қоғамда. Міне көрінді сендерге дейді. Бұны енді манифестациясы деп айтады. Ал енді басы неден шықты дейді ғой бұның. Басы неден шықты дегенде ол редукционизмнен шықты дейді. О бастағы. Редукционизм неден шықты? Редукционизм деген неден шықты десе, басында адам болмысын киелендіру болған діннің кезінде. Адам ең киелі тіршілік иесі, оны Алла тағала, болмаса Құдай жердің бетіне өзінің орынбасары қылып жаратқан, осы жердің бетінде жаңағыдай ақыл парасатты көбейту үшін, өзінің жаңағыдай кім екенін көрсету үшін осы жерге келген. Сондықтан адамды қорлауға болмайды, адамды мазақтауға болмайды деген кодекстер тұрады ғой, мораль. Енді оның бәрін келді дағыны жоқ. Шіркеуді талқандаймыз, Құдай жаңағыдай талқандаймыз дегеннен кейін, енді адам кім енді деген сұрақ шықты ғой. Құдайды өлтіріп тынды, жаңа Ницше айтпақшы, Құдай өлді деген, не Құдай өлді деп мәлімдеме жасады бұлар. Шіркеудің бәрін талқандап, балалардың бәрін қуып тықтым, сен надандықтан басқа түкті үйретпейсіңдер деп. Енді ол екеуі кетті сахнадан. Енді адам киелі ме, енді адам киелі емес пе деген сұрақ қалып кетті ғой ана жерде. Оланы киелендіріп тұрған шіркеу құлап қалды ғой ана жерден. Айтады, бұл кие жоқ ешқандай дейді. Енді не десе, бұл меңіреу табиғаттан өзі былай бір клеткадан өсіп қос мекен болып бір күн талға өрмелеп, содан түсіп бір күн жерге тік жүруді үйреніп кетіп маймылдан жаралып. Иә, сөйтті дағы бір хомо сапиенске айналып кетті дейді дағы. Соң осындай цивилизация пайда болды деп тарқатады. Сондықтан да 45-ші жылы бәрі бітіп, болар болып, бояусың қирап, өртеніп, бәрі қайтып орнына келмей ме енді?
сол кезде барып Франклдан сұрап жатыр да, қалай мәдениетті Европа осындай адамды өртейтін жағдайға жетсіз, не дейсіз, доктор десе, мен оны таң қалмаймын дейді. Мен оны тіпті күтіп отырғанмын дейді, қашан адамдарды қорлап өртейді деп дейді. Неге десе, бұған дейін адамды қорлатпай ұстап тұрған жалғыз институт ол дін еді дейді. Ана адамды киелендіріп отырған, өйтіп қорлауға болмайды адамды деп дейді. Енді алдындарда дейді, қарасайшы дейді. Иә. Адамды сендер жанды меңіреу табиғаттан шығарамын дедіңдер да, бұл пәлен мың жылда жүруді үйренді, пәлен кезде мынандай отты ойлап тауып еді, жаңағыдай үңгірде тұрды деді. Отты ойлап тауып еді, жаңағыдай тамақтарды қайнатып жейтін болды, қайнатып жеп еді, жағына салмағы аз түссе сөйтіп ми өсіп кетті да, былай болды деп соқтыңдар. Енді меңіреу табиғаттан шыққан ешқандай қасиеті жоқ, киесі жоқ адамды қорлап, өртеп, өлтіргеннен басқа. Франкл білген ғой, болжай алған ғой сонда. Арты неге апаратын? Оны ғалымдардың бәрі біледі оны. Бүйтіп кете беретін болса, мынау сендер жаңағы адамды қорлайсыңдар ертең деп. Сондықтан бұл басында 19 ғасырдың ортасында таман шығады негізінде. Сол кезде бұны адамның киесізденіп бара жатқанын көреді дағыны ең бірінші дабыл қаққан адам ол Данияның жігіті, Копенгагенде өзі шіркеуде жұмыс істеген Сирон Киркегард деген жігіт. Өте тақуа адам болған, бірақ діннің шіріп кеткенін ол да көріп отыр, шіркеудің шіріп жатқанын. Ол жерде дін қызметкерлерінің бәрі кедей кепшіктердің жағдайын жасамайды, аяқ астынан жағына кеме жүргізіп айып кеткен буржуйлардың көңілін тауып солардың жағдайын жасаумен айналысып кеткен аналар. Біздегі көрінісі діни жетекшілер өздеріне көп садақа беретін байлар келген кезде алдында қалай томпаңдап төрт аяқтап ақтабан болып жүгіреді. Мысалға, о деп солармен отырып шай ішіп, кедей кепшіктермен отырмайды мысалға. Олардың жиналатын жерге бармайды. Сол сияқты бұлар да солайға ұрынады. Соны көреді де, болды сендер мына жерде дымда қалған жоқ. Ғылымға қарап бет бұрайын десе, ғылымда редукционизм жүріп жатыр. Яғни адамды киесіздендіріп, бұл ешқандай да халифа емес, басты қатырмаңдар. Бұл кәдімгі біз кез келген жануар сияқты биологиялық бір тіршілік иесі, тек ана бір сөйлейтін, ойланатын бір қабілеті бар, сонымен ерекшеленіп тұр. Сондықтан осы ойланатын қабілетін ғана басқарып отырсақ, өзіміз жап-жақсы мемлекет құрып аламыз деп, аналар келе жатыр ана жерден. Адамды жүйелендіру дейді, яғни систематизация алып келе жатыр ана жерден. Оның түбі адамды тұйық системаға алып келеді деп айтады. Яғни сені бір жабық консервінің ішіне әкеліп тығайын деп келе жатыр аналар. Соны тұрады әкеліп салады. Соны бұл көреді дағын айтады. Болды, бітті. Сендер адамды консервіге тықтыңдар, жүйелендірдіңдер. Адам кім деген сұраққа сендер ғылыммен жауап беретін болдыңдар. Негізі адам кім деген сұраққа ешкім жауап бере алмау керек. Құдай қандай түсініксіз болса, адамда дәл сондай unpredictable дейді. Яғни непредсказуемый, не істеп не қоятын сендер білмейсіңдер. Тек адам қай кезде кемелдікке қарай бет бұрады. Оны өзінің жаратушы ғайыпта тұрған білінбейтін, біздің ислам дін философиясында уәжибул уджуд деп айтады оны. Яғни міндетті болмыс, кемел бір мәңгі уақиға, басы жоқ, аяғы жоқ, тек қана бар болып тұра беретін, қойны қойнау үшін толған хикмет, жаңағыдай не, бірақ заты неден тұратынын біз білмейміз. Бір құпия бір болмысқа қарай тарылды. Сол кезде ғана ол кемелден өзінің нашар қасиеттерін тастайды дағыны, жақсы қасиеттерін жаңағыдай іріктеп, өткірлеп алып шығады деп. Одан кейін Ницше келеді, ол өлгеннен кейін. Ницше келеді да, ол да Европаны Құдай өлді деп сынап, мына жаңағы буржуйлардың бәрін ит терісін басына қаптап, бірақ миынан жара шығады, ол өліп қалады 19 ғасырдың аяғында. Сосын не болады енді? Құдайды өлтіріп біткеннен кейін енді қызыл линияны сызу керек. Қызыл линияны сызу деген не? Оған дейін адамдар қоғамда бір-бірін айыптаған кезде, біреу тоқта деп айтқан кезде, сен мына қызыл линияны аттап кетейін деп тұрсың, көке, тоқта болдым жерге. Мына кодекстерді сен таптап кеттің, сен адам емессің деп айыптайтын тұғын бірін-бірі. Сен уәдеңде тұрмадың, уәдеңді жұттың сен деген сияқты. Енді бұл қызыл линияның бәрін дін қойып отыр ғой, мысалға, кісіні өлтірме. Өтірік айтпа. Ұрлама. Некесіз ойнап күлме. Сотта өтірік куәлік берме. Қартайғанда әке шешеңді бақ дегендер бар емес пе? Мұса пайғамбардың 10 өсиет деген. Соның бәрі кодовая этика деп айтады енді. Мына біздің адамдардың шығарған затын, оны ситуативті кодтар, яғни ситуацияға байланысты өзінің ақылын пайдаланып, алдыңғы Құдайдан түскен заңға бейімдеп отырып, содан алшақтап кетпей, сол қазыққа қалғандарын байлап көгендеп отыру арқылы шыққан заңдар деген сөз. Енді түп қазықты суырды ғой бұлар. Құдайдан келген заңдарды суырып тастады ғой мысалға. Ал жақсы, енді ол кетті суырылып. Енді қызыл линияны сызамыздағыны кім сызады оны? Кімнің линиясын мен мойындаймын? Мысалға немістер келіп алып, қызыл линияны біз сызамыз. Бұдан былай, ең асыл тайпа ол ари біз. Сен екінші сортысың. Негрлер, қаралар, олар тіпті де адам. Құлдар. Деп айтса. Соған көне ме мысалға? Әділдік жоқ. Әділдік жоқ. Сен кімсің дейді Гитлерге? Кімсің сен? Қызыл линияны сызадың. Сен этикаларды сен қоясың ба сонда?
олар ұялмай қойып отыр. Енді біреу сызу керек қой оны дейді ғой, енді бәрі құдай жоғын сызады. Мысалға былай алайық, сен бір әйеліңмен жас кезінде өліп өшіп ғашық болып үйлендің делік. Жас кезінде сен оған уәдені үйіп төгесің. Жаным күнім, мен сені алақаныма салам, аспандағы айдай перем пәлем пәшін, екеуміз өмірде бірге жаңағы айдында қатар жүзген аққудай деген сияқты сөздер кетеді ғой. Бала тәрбиелейміз анау мынау. Уақыт өте келе сен жаңағы анау ғайыпта тұрған міндетті болмыстан алшақтайсың. Алшақтаған сайын сенде ыдырау процесі жүреді, рухани фрустрация деп айтады. Адамның бөлшектеніп кетуі ыдырап. Барлық бұрынғы сенің жігіт кезіңде қарыңды қыздырып қызық болып сен өмірге құлшындырған заттың бәрі мәнсізденеді тағыны, өмір сүру коэффициентің төмен түсе бастайды, ана жерден құлшыныс жоғала бастайды. Сол кезде сенде де уже бұзыла бастағаннан кейін әртүрлі бұзық ойлар келеді тағыны, тоқал аламын дейсің, үйтем дейсің, бүйтем дейсің, қаңғым дейсің, бірдеңелер шығарасың ана жерден. Сосын әйеліңе қиянат жасай бастайсың. Сосын әйелің тұрады айтады, ұлан былай келіспеп едік қой, сен неге үйтіп енді өмірдің қиыны кетіп, енді жаңағы рахатын көретін жерген кезде сен бүйтіп бұзылып жатсың десе, сен тұрасындағыны оны ауыр сөздер айтып айыптай бастайсың. Сосын ол саған айтса, адам емес екенсің ұлан, мені алдадың, сен өмірімді ұрладың, жастық шағымды қор қылдың десе, сен бүйтіп айтуыңа болады. Қандай этикаға сүйеніп, қандай ережеге сүйеніп, қандай заңға сүйеніп мені айыптап тұрсың сен, әйелім, бибім, ханшайым? Мен қызыл линияны өзім сызам, өзім білем қалай сөйлеп қалай қоятынымды. Ол сен әйелің айыптау үшін бір құдайдан түскен заңға табан тіреп, сосын барып айыптайды сені. Астындағы суырып алатын болсаң, болды, бәрі кетеді. Бизнесте достар, бизнес жасадың ғой? Достарың болды ғой? Иә. Сол кезде уәдеде тұрмайтын, ақшасын уақытында бермейтін, әртүрлі жолдармен алаяқтықпен ақшаңды алып қашып кететіндерді айыптап жүрдің ме? Ұрыс керіс разборкілер болды ма? Жылда болады ғой? Жылда болады. Криминалдар дақ келеді, бандиттер кіріп сөйлеседі жерге. Солай ғой енді. Оған дейін жеткізбейміз, бірақ енді жалпы деймін да енді. Уәдеде тұрмайтын жағдай көп болады. Сосын уәдеде тұрмайтын жігіттерді адам сағатынан шығарасыңдар, бір-біріңе смс жазасың, пәленше адам емес, араласқан. 3 минутта жазасың. Пәленшеге жолама, пәлен маған қарыз беремін деп бермей кетті. Соның бәрін неге сүйеніп істеп тұрсың сен? Ол жігітті не үшін айыптап тұрсың? Уәдеде тұрмады деп. Себебі түбінде міндетті болмыс, біз халықтың ұғымында Құдай, діни мәтіндерде Алла деген атпен белгілі болған бір болмыс, сол уәдесінде тұрады және ол сөзін жұтпайды деген киелі мәтінде тұрады. Адам сол кодекске табан тіреген кезде соны бұзбай Құдайға ұқсап, сол Құдай қандай принципке тұрып қалды линияға, сен де соған тұрып қалсаң, сол кезде сен де Құдайға ұқсайсың дағыны абыройың асқақтап шыға келеді. Сипатына сәйкес келу керек қой соны. Иә, солай болу керек. Міне. Сондықтан бұлардың бәрі күйреді. Күйрегеннен кейін болды, енді қуыс кеуде адамдар қаптайды. Сондықтан бұл Франкл сол кезде 26, 28, 30 жылдар мақала жазып жатыр. Ертең алдарыңа осындай адамдар келеді, ішінен ыдыраған, бірақ сыртынан ешқандай мін таппайсың. Сыртынан қарасаң бәрі жайнап тұр. Енді ішкі дүниесіне үңіліп сөйлесейін десең, айтатын ештеңесі жоқ оның. Тіпті баласына да ештеңе айта алмайды. Бос, иә, сондықтан адам сыртқы соққыдан өлмейді, ішкі бостықтан өледі деген афоризм шығады. Қуыс кеуделік деген осы ма? Қуыс кеуделік деген мынандай. Бұрын мысалға бір адамдар бүйтіп айтатын болған. Қуыс кеуде дәуіріне дейін медиктер келеді ғой. Өмір сүруге мысалға мотивация болмай жатыр, или болмаса мен неврозым бар, көңілім тыныш емес дейді ғой. Оны тексерген кезде оның бір объективті себебі шығады. Объектив себебі деген сырттан басқа бір күш әсер ету арқылы оның өміріне кедергі келтіріп тұр. Мысалы, бастығым жақсы емес, мысалы, қазір қазақтарда айтсаң, әйелім туысқандарымды үйге кіргізбейді, болмаса жаңағыдай енем ішкі тірлікке араласады, бастық мені постоянно жаңағы премиядан кесе береді, менің жұмысым жақтырмайды деген сияқты. Енді ол адамдарды реттеу үшін енесімен достастыруға тырысады, әйелінің деңгейін көтеруге тырысады, жаңағы басқа бір жұмыс тауып беріп, ана тиран бастықтың езгісінен құтқаруға тырысады, сондай жолдар қолданады ғой енді әртүрлі. Ол кішкентай кезінде әкесінен айырылған болуы мүмкін, шешесінің травма ғой жаңағы. Травма. Енді қуыс кеуделік деген қағанағы қарқ, сағанағы сарқ, ішкені алдында, ішпегені артында, не жеймін, не демеймін, төрт құласы түгел адамдар келеді, байдың балдары саған. Енді тұрасында айтасың, ақшадан тарығып отырсың, жоқ, менде бәрі бар дейді. Енді баяғыда Фрейд айтып еді ғой, сексуальный импульстарды қанағаттандырады. Ол айтады, одан менде мәселе жоқ дейді. Мен қалаған уақытта қалаған қыздарыммен ойнап күле беремін дейді. Бірақ мен одан да жалығып кеттім деп айтады. Әйелім онша дұрыс болмай қалды ма, миың жеп жүр, әйелім өте жақсы, ақсүйек сондай. Әкең ерте жүр, әкем шешем де бәрі жақсы. Балдарың айтып жүр, балдарым да жақсы, дені сау, бәрі нормально.
жұмыста мәселе жоқ. Мен өзім осындай ақсүйектердің несінде оқығам, университетінде мен 2-3 мамандығым бар, және профессия. Енді білмеймін мен. Не алдыға жүре алмаймын, не артыға жүре алмаймын. Жастар 35-40-қа келген жігіттер тұрады солай. Тұрады да қалады. Ештеңе істей алмайсың сен оған. Сол қуыс кеуде деп отқандар сол бірінші басталған кезінде бәрін ақшамен ұрып аламыз, бәрін мамандықпен ұрып аламыз деп, жаңа қызып кіреді ана жерге. Сөйтті ана өшіп жағдай жасау керек, бүгін жасаған оқып жатқан ғылымымыз ертең бізге материалдық благо алып келеді дейді, басып оқиды, маман болады, патыр-пұтыр жаңағыдай үй мәселесін жасы 32-33-ге жетпей шешіп тастайды. Кейбір пысық жігіттер 36-37-сінде коттедж соғып тастайды, әкесін танып жалтыратып. Әйелі де мынандай бәрі жасы 40-қа келеді, бәрінде жалығады. Қасқыратудан да жалығып кетеді, балыққа да бармайды, саунаға да барғысы келмейді, әйелінен сөйлескісі келмейді. Мағына жоқ ала ма сонда? Иә, түсіп кетеді ана жерге. Соны не үшін бұлай болып жатыр дегенде, адам тұйық системаға айналды, болып бітті. Бұндай бітеу жұмыртқаның ішіне түсіп қамалып қалған сияқты болады. Сондықтан неге бұлай болды деген кезде, не дейсіңдер енді маған дейді. Сендер енді ғайыпта тұрған, көзге көрінбейтін бір құпия әлемде тұрып, өзінің ақыл парасатымен сені кемелдендіргісі келіп, сені мынандай мәнді мағыналы оқиғаларға тартып отырған жаңағы міндетті мәңгілік болмыспен сенің байланысың үзілді. Діншілдердің тілімен айтқанда, Құдаймен ісің жоқ мысалға. Сондықтан енді сіз бір-екі надан діншілді, болмаса бір-екі радикалданып кеткен надан діншілдерді, болмаса жаңағыдай діни фанатизмге өтіп кетіп, бір-екі жаңағыдай терактке араласып кеткен 5-6 ақмақты сылтау қылып, Құдайдан қашу деген ақмақтықты қой. Олардың ақмақтығын бір шетке ысырып қойды, кәні бұны мен көрейін енді деп өзің рухани сұрақтармен бетпе-бет келуің керек. Сондықтан бұны қуыс кеуделікке түсіп қалған адамдар қалай түсіп қалады деген кезде, өзінің өз үш несі бар ғой. Несі үш сұрақтан қашу деп айтылады өзі. Біріншісі адамды жаратудағы Құдайдың мақсаты не деген сұрақтан қойылмайды. Ол сұрақты қоя алмайды, себебі Құдай ұғымға алып тасталғаннан кейін адамның өмірі бір мақсатпен, мұратпен жаралған дегенді қабылдай алмай қаласың. Ана жерде ол сұрақ автомат түрде өледі. Екіншісі, адамның шыбын жаны жалғыз сондай интеллектуалдық орталық тоқтаусыз өрістеуге, тоқтаусыз дамып тұруға мәжбүр. Сәл тоқтады ма, сәл өсу процесі азайды ма, бірден тұншыға бастайды бұл адам. Оның кейін кішкентай бала сияқты әртүрлі жаңағыдай материалдық қызықтармен жылт деп ұстап отырады, алдап тұрады, бірақ ол 40-тан кейін алдай алмайсың, болды бәрі құндылықтар төңкеріліп түседі. Үшіншісі, менің жеке ішкі дүниемде Құдаймен қарым-қатынасым, сыйластығым қандай деген сұрақ қойылу керек. Бірақ енді Құдай ұғымы құлап, оны философиялық тұрғыда әдемі қылып талдап түсіндіріп беретін мамандар жоқ болатын болса, егер біздегі отырған бүкіл діни орталықтағы діни жетекшілер отырып алып Құдайды тиран, бақылаушы, езуші, мынау моральдық таным 20 ғасырдың екінші жартысында өлді деп айтылады негізі. Бұл Франклдар айтып жатыр. Енді онтологиялық таным келді деп та. 21 ғасырда да Қазақстан үшін болды, моральдық таным өлді. Яғни бұрынғыдай сен үйтпе, бүйтпе десе, болды, көкем айтты, сөйтпеймін, бүйтпеймін деп жүре беретін ұрпақ жоқ. Қазіргі сен ұрпаққа бір нәрсені үйтпе, бүйтпе деп тыйым салатын болсаң, міндетті түрде қазіргі рационализмге үйреніп алған балдар ма, телефонмен өсіп отқан. Неге өйтуге болмайды? Өйтсе не болады екен ал деген сұрақты міндетті түрде сұрайды. Баяғы біз сияқты айтма, болды, істей беру керек деген сияқты нәрсе жоқ. Сондықтан сен бала сөйтіп сұраған кезіңде, оның олай болатын себебі былай оны деп арқаны тарқатып, жаңағыдай зиян мен пайдасын болса ішкі хикметін, ол тыйымның салынуына түпкі себеп болған нәрсе мынау еді дегенде мындай әдемі баланың тілінде аңызбен айтып жеткізбейтін болсаң, онда ол тоқтамайды, ары қарай аза береді. 1 минут өтініш, кешіріңіз. Тағы осы жердегі сөзіңізге, мына өткенде ана итті пышақтап жатыр ғой бір бала. Көрдіңіз бе видеоны? Көрдім. Жіппен байлап алған, пышақтап жатыр. Жап-жас бала. Енді біз бала кезде енді үш жерде тағы да осы сөзіңізге бір не келіп тұрды, ой. Бізге бүйтіп үйреткен еді. 7 қазына деп. Итті. Иә. Адамның досы мынау 7 қазына, 7 қазынаны атап өтеді, ішінде ит бар. Сонда бізде мынандай ой болды, мынау ит киелі екен ғой деген. Адам дос екен, қойынды баға, түнде үйіңді күзетеді. Итпен жүрсең қауіпсіз. Ит бұл қазына деген не бар еді. Иә. Қазір енді оны үйретпейміз ғой біз. Иә. Енді балаңды соны иттің 7 қазына екенін үйрететін әке сенен ағылшын тілі мектебін беріп тастадым деп отырсың ғой. Енді осыны естіп, мысалы, жауап бере алмауды айтып отырсыз ғой сонда. Өстіп сұрақ берген кезде, сен де осындай бір белгілі бір деңгейде мынандай қараңғылық болса, сен болмайды деп айтқаныңа бала қанағаттанбайды ғой сонда. Әлбетте солай. Ол барлық сен кие ұғымын бір жерге жүктедің ба, болмаса тыйым салдың ба, міндетті түрде артынан қазақ тәрбиеменен оның қиссасы айтылу керек. Мысалға сен итті жаңа балаңа сіңірем деп отырсың ғой, 7 қазынаның бірі деп, оның өзінің оған дейін айтылатын қиссасы бар. Мына адам атан балшықтан жаратты дағыны, ана қойып қойды дағыны,
сөйтсе ана кіндік жасалмай қалды дейді ғой, себебі адам атаның шешесі жоқ, кіндігі жоқ, сондықтан оның жаңағыдай балшықты бітеу жасап жүрді. Сосын алды ана кіндігін жасаңдар деді да, кіндігін ойып алып еді. Енді адам атаның иленген киелі топырақ, ана адамның денесі қандай киелі. Сөйтті, мынаны не істейміз деп Жебірейіл алды да ана жерден, мынаны не істеймін деп еді. Алла тағала әкел оны итті жаратайық деді да, итті жарат дейді. Оның алдында жаңағы адам атаны тұрғызып қойды, оның несіне мүсініне сүйсініңдер деген кезде бәрі қарап рахаттанып тұрған кезде ібіліс келді да, түрін құрсын әтең әлет деп бетіне бұл жаңағы түкіріп жүрген кезде кіндігіне жабысып қалды да, соны ойып алды да, ана итті жасап жүрді дейді ана жерде. Сонда ит кіндіктен жаралғаннан адамның досы, адам қайда бар, сол жақта өмір сүретін тіршілік иесіне айналады. Бірақ кейде ана ібілістің түкірігі араласып кеткендіктен жаңағыдай адамды қауып алатын, содан екен соғады. Содан бастап жаңағыдай ібіліс келген кезінде абалап үріп еді, оған да қаһарын төгіп еді, бұл үсі өліп қалды, үстінде жүн жоқ. Сосын алттағына адамға болысқан соң үстін терімен жүнмен қаптап берді. Содан бастап адам досына айналды деп ол сөйтіп келеді негізінде. Егер осындай әңгімелердің бәрі бала 5 жаста, 6 жаста, 7 жаста осыны жеті қазына болатын себебі осылай, ол кіндігінен жаратылды. Топырақтың киелігі жарайды. Сөйтіп оны ар жағынан алып келмейтін болсаң, мына жаңағы бұны енді трансцендентті құндылықтар деп айтатын себебі сол адамды ғайыппен байлап тұратын киелі көпірлер деп айтады бұны. Енді бұл нәрселер айтылмайтын болса, онда сенің ана жаңағы қуыс кеуде болып өсіп кеткен көкірегінде ешқандай бұндай даналықтың дәні егілмеген балаң сен итті пышақтаған ештеңе емес, адамды пышақтайды. Сен Бейсенбаевың әйелін өлтіріп тастайды керек десең, сен итті айтып отырсың сен. Қалай табиғатты мен жануарды сүймеген адам адамды да сүймейді десеңші. Енді адамның киесі туралы айтуың керексің ғой сен. Сол үшін әуелде ең басында жаңағыдай адам атап топырақтан жаралып бүкіл періштелер келді тағы мынамен. Қазір ата-аналарда уақыт жоқ қой Санжар аға. Енді мен олай деп ойламаймын. Себебі ата-аналарда уақыт жоқ. Сөйтіп қабылдап отыр ғой қазір бәрі байлап ақша беріп саған уақыт жоқ дейді. Иә, уақыт жоқ отыр екен. Себебі олардың Инстаграмда, жаңағыдай WhatsAppта отыратын уақыттарын есептейтін болсаң, ол бір емес 10 баланы тәрбиелеп тастайтын уақыттар бар ғой. Енді олар бір шетінен өздері де сол қуыс кеуде дәуірінің құрбаны болып кеткеннен кейін, өзінің көкірегінде қуыс өлтіріп бара жатқаннан кейін. Оларда да дерт бар. Иә, оларда да дерт бар. Олар ана жерге келіп уақыт өлтіріп отыру керек, өзін сығып жібереді ғана. Сондықтан қазіргі мектептер, өткенде мен біреуін көрдім, осы үлкен қалада. Жеке меншік мектеп, жылына 5 миллион сондай теңге төлейді екен. Ішіне кірсем, балалар білім жоқ та ана жерде. Сосын мен мына жерде оқымадым, сұрақтарыма жауап бере алмай отыр ғой десем, бұларды біз оқытпаймыз дейді. Неге десек, оқу үшін ұрысу керек, ұру керек дейді. Ал бізге қол көтеруге, ұрысуға, дауыс көтеруге болмайды. Сондықтан біз тек үфлеп отыра береміз дейді. Енді оқымайды, солай келеді, кетеді кешке дейін дейді. Қуыс кеуделер ғой оның бәрі. Суда ол балабақшаның үлкендерге арналған түрі екен ғой, әншейін азанда әкеліп тастайды мектепке. 10 класс оқитын баласын 15-16-тағы кешке, сосын жұмыстан қайтқан кезде соны кешке баласын үйіне алып қайтады. Сонда кешке дейін ұстап отырсаңдар болды, оқытпасаң оқытпай ақ қойшы, үйге бүлдірмесе болды. Үйіне келгеннен кейін тамағын ішіп шаршап ұйықтап қалса, азан тұрып қайтып мектепке апарып тастайды. Сондықтан бұл нәрселердің бәрін тоқтату үшін қайтадан сен мына аксиология деген ғылымға ораласың. Аксиология деген дін өндірген құндылықтар деген сөз. Діни құндылықтар, осы трансцендентті құндылықтар дейді. Осының бәрі тапталды, шашылды, төгілді, адамдар оны күлді, мазақтады, бұны түкке керегі жоқ. Бұның бәрі жаңағыдай ескінің сарқыншағы деп. Міне саған енді ескінің деген сөз қатты қайталанады ғой қазір. Иә. Ескінің сөзі ол. Ал бұл ескірмейтін құндылықтарға жатады да. Бұл сенің уақыт пен заманыңа, саясатыңа қарамайды. Барлық жерде қиратып кете береді. Ал бұл енді неден басталды деген кезде, бұл қуыс кеуде жақсы таратылған. Бұл 38-ші ашаршылықтан басталады. Ашаршылықтың кезінде 3 миллион адам өліп кеткен кезде сен мен менің жүрегімді, көкірегімді толтыратын неше түрлі құнарлы, құнды қариялардың әңгімесі болған. Неше түрлі күй бар, жыр бар, шежіре бар, дастан бар, жер су атауларына байланысты аңыз хикая нелер бар. Бұл жерде пәлен батыр болған, бұл жерде түгендеген қызбен таласқан, бұл жерде тарих кетті. Бәрі кетті ана. Енді одан тентіреп бәрі тәлтіректеп тұрып 33-ші жылы орнынан тұра беріп еді, 37-ші жыл келді. Сөйтіп репрессия ұйымдастырып еді, оқығандардың бәрі сыпырылып түсіп қалды, бәрін атып тастады. Енді одан құтылып 38 тоқтап еді, 3 жылдан кейін екінші дүниежүзілік соғыс басталды, соғысқа айдап әкетті. Соғыста тағы өліп қалды пәленбай адам. 46-шы жылы ғана зорға деп тәлтіректеп селдіреп, бір 3 миллионға жетер-жетпес қазақ зорға қалды ана жерден, 2,5 миллион ба сондай. Сөйтіп еді, Құдай сақтап, біздің қайта мына әлі де Құдай сақтап қалғаны қазақтардың ана қуыс кеуделіктен. Ол 3 адамның ауызбіршілігінің арқасында қалдық біз. Оның біріншісі Қаныш Сәтбаев, ғылым академиясын құрды 46 жылы. Екіншісі оны соның идеология жөніндегі секретары болып, оны төбеден билікпен қолдап отырған Ильяс Омаров, Ыбырай Алтынсариннің немере шәкірті. Үшіншісі Мұхтар Әуезов. Осы үшеуі айналысады. Бұларды билікті тигізбей, жаңағыдай төбесінен жігіттер басыңдар деп отырған. Сол кезде енді Шаяхметов бірінші секретар, Сталинмен жақсы болды, бұлармен де жақсы болды. Енді тиіскен жоқ бұларға. Одан кейін Нұртас Оңдасынов, одан премьер-министр болды да, ақшаның бәрін сол шешіп отырды. Жоғарыда біреу Кремльмен жақсы, біреу ақшамен жақсы, үшіншісі идеология, олардың арыз-парызы жеткізбейді. Сосын ғалымдарға қолын шешті дағы жігіттер басыңдар деп еді.
ең бірінші қазақта осы қуыс кеуделіктен сақтап қаламыз деп күресетін сол әуезов. Сөйтіп тағы бүкіл шығыс шайырларын, жаңағы шығыстан шыққан аналарды парсы тілінен қазақ тіліне аудару, ғазалдар, жаңағы ләйлі мәжнүн, ғибратнама бәрін сол кезде бұлар парсы тілінен аударып тез шығарып, оның аяғы батырлар жырына келіп 61 жылы батырлар жырын шығарып, 61-де әуезов қайтыс болғаннан кейін бұлар 64-те батырлар жыры деген пластинка шығарады. Оның ішінде бар, жазылған кітаптың ішінде. Сөйтіп тағы бүкіл Қазақстанның қуыс кеуделіктен құтылып кететін кезде сол пластинкалар шығады тағын ауыл аймаққа тарап, бәрі пластинкаларды әкеліп қойып қояды тағын. Сол жерде Қыз жібек, ана лирепсіз жырлар, бәрі ертегілерде әуезовтің өзінің даусымен оқыған пластинкалар бар. Кәдімгі Ғабит Мүсірепов. Батырлар жыры бізді қалай шығарады қуыс кеуделіктен? Қуыс кеуделіктен сонда оның ішіндегі жүрген батыр ешқашанда жаңағыдай сұлу қатын алумен болмаса жаңағыдай жүйрік атты қорасына қамап қойып үйіне келген қонақтарға мақтанып көрсетумен айналыспайды. Олар елдік мұрат деген болады, тәңірлік азап деген болады, адамдық борыш деген болады. Енді ағылшынша қазір енді оны legitimate suffering деп айтады. Тәңірлік салған азапты сол қарасайшы батырлар жырында батыр пәлен жерге жау шапты осындай пәлен жерді қорлап жатыр туыстарың десе сұп-сұлу жаңа ғана алған қатынымен ойнап күліп өзі әлі медовый месяцтерін өткізіп біткен жоқ. Атына мінеді тағын сауыт сайманып шығады. Ана қатыны аңырап жылап тұрады. Ей, тиісіп отыр сен мына жерде ана жақта жау шауып отырмын. Бұл деген не? Кітап сонда программалау ғой, бала кезден балаға еліңді қорға, жеріңді қорға, атыңа отыр. Тәңірлік азап деп айтады қазір соны. Яғни елінің, халқының мүддесін қорғау үшін кез келген азапқа төтеп беремін мен дейтін позицияны тәңірлік азап деп айтады. Енді кейін бұл кішкене жұмсарды дағыны бұл адамдық борыш деп былай әдемі академиялық неге алып келді. Санжарға қараңызшы. Тағы да сөзіңізді бөлейін. Мысалы бала өсіп келе жатыр. Батырлар жырын оқытып жатсың. Батырлар жырын өзің түсіндің, енді алдымен өзің түсіндің, одан кейін ол жерде отбасыға деген, елге деген жауапкершілікті үйретіп жатсың. Ең бірінші бала сонда батырлар жыры арқылы жауапкершілік түсінеді ғой. Қазір енді осы жауапкершіліктің кесірінен бізде өзіңіз айтпақшы, ажырасуда номер 1. Суицидта номер 1. Әлемде қандай жамандық бар, соның бәрін топ жарып тұрмыз енді. Жақсыдан емес Қазақстан қазіргі жағдайы. Неге десең, бәрі лудаман. Анау бірдеге, мынау ішімдікке салып кеткен. Одан кейін бір балаға деген өзінің әкелік несін білмейді. Батырлар жырын оқымағанның салдарынан ба бұл? Енді бірденнен батырлар жыры деп бүкіл күшті соған аударып тастамаймыз. Жобамен. Программаланбаған ба бала дұрыс? Сенің қолданатын терминдеріңді мен түсінбеймін шын айтқанда. Жаңа программаланған, сен басқа бір ортада болып әртүрлі семинарға қатысып, соны сөздер үйреніп алған шығарсың деп ойлаймын. Енді бізде оны баланың көкірегіне рухани құндылықтар құйылмаған. Бала кезден. Сөйтіп айтайық. Бала кезден болғанда бала кезінде емес, шешесінің жатырында жатқанда деп айтады. Сен мына үлкен әуезовтерді, Сәтбаевтарды дүниеге алып келген адамдардың барып, кішкентай кезінде туылған кезін барып тексерші. Шешесі жатырына бала біткеннен бастап көрінген мынандай жеңілтек отырыстарға жібермейді, іштегі балаға әсер етеді деп. Сосын мынандай дәретсіз жер бастырмайды, жалғызанды лас жерге жібермейді. Сосын міндетті түрде жеп отырған тамағының сапасын қадағалап отырады, адал болуын. Сосын емізетін кезінде дәрет алып барып еміздіреді. Бісміллә емізбейді, аузына емшек салатын кезінде. Сөйте, оның бәрін қадағалап отырады. Бұл текті туылу үшін ба сонда? Себебі адамның болмысының ішіне мүмкіндігінше сен адал таза заттарды сен болмысына сіңіре беруің керексің жатырдан бастап. Сөйтіп оны жаңағыдай мәнді мағыналы әңгіме айтатын жерде мысалы шешесі тыңдап отырады, ол шешесі ішінде кіндік арқылы баласымен байланысып отыр. Ана жерде барып бейсанаға сол ми деген ішінде бір клетка, екі клетка көбейіп жатыр оның ішінде. Сонда шырр туғаннан кейін өсек айтатын, бос сөз, бос әңгіме айтатын адамдарды қырқын кіргізбейтін себебі сол баланың миы, бейсанасы таза, құнды даналық әңгімелермен, мазмұнмен толысу үшін. Ол қазақтар бұрыннан ол өздерінің діни тәжірибесіне, өзінің өмірлік тәжірибесіне сүйеніп істеп отыр ғой енді мысалға, жаңағы үлгілерді көріп. Бұны енді бертінде Ресейдің ғалымдары зерттеп, әкесін танытты бұны 2008 жылдары. Кәдімгі үлкен кешенді зерттеу жүргізді. Сөйтті де бұлар қорытынды берді. Россияның халқына айтып жатыр өздері. Қарашы ғалымдар қалай елінің қамын жейді. Бұдан былай дейді, сіздер босанған кезде роддомда дейді қасыңызда жаңағыдай дауысы ғырылдап боқтап сөйлейтін жаңағыдай темекі шегіп дауысы өзгеріп кеткен қатындар болатын болса, мен бір палатада жатпа, главврачқа айт дейді, мен басқа палатаға ауыстырып дейді. Сосын өсек айтатын қатындармен бір палатаға түсіп қалсаң тез кетен жерден, себебі баланың миы уже токсин сіңіп жатыр дейді. Сосын үйіңізге келген кезіңізде де келетін қонақтарды бақылаңыз дейді. Андай боқтап сөйлейтін, айқайлап сөйлейтін, дарылдап сөйлейтін қонақтарды кіргізбеңіз бөлмеңіз, балаңыз жатқан бөлмеге. Сосын балаңыз ұйықтап жатқан кезде соғыс бірдеңе жарды, атты сойды деген жаңалықтар дауыс шығып тұрмайтын болсын деп былай айтсаң Россияның ғалымдарының үйретіп отқан нәрсесі сол классика, баяғы қазақтардың ауылында үйінде істеп отқан нәрсесі. Бұрынғы. Сыр етіп туған ғой енді оны. Туғаннан кейін оны ритуалмен бекітеді. Яғни оның өзі бәрі қиссадан басталып кете береді да, жаңағыдай адам туылған кезінде келді мына
кішкентай баланың адамат алғаш баласы туылған кезде бір жағына азан шақырт, бір жағына қамат шақырт дейтіні жаңағыдай азан шақырған себебі құнды, құнарлы, мәнді, мазмұнды әңгіме баламның миына кірсін, бірақ мына құлағынан ақпақ болып шығып кетпесін деп қаматпен бітеп қойды. Айтылған құнарлы әңгіменің бәрі миына барып сіңіп шөгіп қалсын дегеннен шыққан бұл деп айтылады ана жерде. Символика ғой енді бәрі. Сүйетті аны ол түсті ма, содан бастап бесік жырын айтылады негізі. Әлди айтылады балаға сіңе береді. Сосын жырлар. Бесік жырын қазір телефонмен қоюға бола ма? Енді амалы жоқтар қояды, бірақ негізі одан да эффектін болу үшін, бұдан да жаңағыдай өнімділігін арттыру үшін ыңылдап отырып әйтеуір өзі анасы айтса, оның енді 100% ұрады енді оның. Ал енді жоқтан бар жасап, енді мен қолым тимей жатыр, енді балам ең болмаса әуен құлағына сіңе берсін десе, онда телефонда біз 2-3 вариантын жасап қойдық. Сөзіңіз білейінші? Иә. Мысалы, дауыс қырылдаған адам дедіңіз. Иә. Мысалы, маған дауысым жоқ. Иә? Жоқ, бұл жерде сен бір түсінбей қалдың, дауысы қырылдаған дегенде, жаңа ол анау Россия өзінің халқына айтып отыр ғой, анау орыстың жаңағы темекі шегіп даусынан еркектердің Высоцкий сияқты. Былықтың жанында жүрмесін дегенсіз ғой? Иә, енді жағымсыз ғой ана дауысы. Жақсы бір қоңыр үн ба сондай естіліп тұрсын дегені ғой енді. Сондықтан бұл бесік жырынан басталады. Сосын балаң сәл тілі шықты ма, сосын санамаға үйретеді. Бір дегенім білік, екі дегенім екеу, үш дегенім үш. Кітаптарыңызда бар ғой эпосқа деген, балақтан эпосқа. Бәрі жүріп отырады ана жерден. Сондықтан бұл тәртіпті біз бұрыннан білетін болғаннан кейін, жалпы менің айналам, ағайын туысым, сосын араласатын ортам бәрі балдарына тыйым салып тастағанбыз. Біз яғни 13-ке толмай ешқандай шет тілін үйренбейсің. Тек қана ана тіліндегі мына хикметтің бәрін сіңіресің. 13-ке дейін. 13-ке дейін. Сондықтан мен бірде-бір баламды 13-ке дейін шет тілін үйретпеген адаммын. Енді мектепте оқи береді ғой жаңағы, майнеміз бәленше, итизәфіл деп айта береді оны, одан түкті ол үйренбейді да ғой, әшейін барып келіп жүре береді ғой. 13-ке толады ғой. Пәленбай жырды жаттайды, пәленбай санамақ, тақпақ, оның бәрін емтихан аласын. Жаңылтпаш дегендер. Жаңылтпаш, оның үстінде сұрақ жауап деген ең маңыздысы сол. Басыңда не бар, тәждәулет, балам, көзіңде не бар, Нұрмұхаммед, құлағыңда не бар, Азанғаммет, мұрныңда не бар, ырзық жәннат, бетіңде не бар, ибадет, тіліңде не бар, кәлем шахадат, кеудеңде не бар, жан аманат, тілегіңде не бар, дидар талап, жүрегіңде не бар, зікір салауат, жаныңда не бар, мейірім махаббат, нәпсіңде не бар, сабыр қанағат, қолыңда не бар, хайыр сахауат, бүкіл дене мүшесін бәрін киелендіріп тастайды. Осының бәрін жаттайды. Сол емтиханнан өткеннен кейін барып 13-ке толдың ба деп сұраймын мен. Иә, толдым дейді. Енді саған шет тілін үйренуге рұқсат дейсің да, отырғызып қой, өзім оқытамын, оны қамап қой. Мен қазір қартаюыма байланысты, көп қаңғуыма байланысты бала шағам отыра алмай қалдым, бірақ біреулерге бере беремін ғой енді. Сондықтан менің одан бала шағамның құрбы қатарластарынан қалып қойып, соның кесірінен қазір жаңа екінші сорт адам болып таяқ жеп жүрген ештеңесі жоқ. Бәрі 15-16-17 жасында бәрі айылыста әшейін ойнап жүріп алып алды мысалы. Ағылшын тіл деген оларға әшейін бір ас ойнаған сияқты ойыншық нәрсе. Оған соншама бүкіл ақшаны үйіп-төгіп, бүкіл семья стратегия құратын ештеңесі де жоқ. Енді қараңызшы. Мысалы қазір айтып отырсыз да, о, көтергеннен бастап деп. Иә. Бізде енді барлығы көп топырақ шашпай, көп жағдайда керісінше кетіп жатыр ғой. Енді оны керісінше кері кетіп отырған, көріп отырғаннан кейін айтып отырып қояды. Оны сен бір нәрсені түсін бұл жерде. Сен Лев Толстойдың позициясын үйрен. Лев Толстой айтып жатыр. Мен дейді, жалпы осы 80-ге келген кезде не түйдім білесіңдер ма дейді. Иә, не түйдің десе, мен бая жас кезімде дейді, жаңа ұлан құсап дейді. Бірден жаңа қоғамдағы зұлымдықты жойып жіберемін дедім, дағы зұлымдықтың жаңа жамандықтың түбін іздедім дейді, отырып алып. Қарасам дейді, ертең ұры-қарылар бәрін тонап қанға қысап жүр. Осыларды ұстау керек те, қамау керек деп солармен күрестім дейді. Бір күні қарасам дейді, олардан полицейлер, жандармдар крышавать етіп бөліске түсіп жүр екен дейді. Атаңа нәлеттер мыналар екен ғой бәрін білдіріп жүрген деп, олармен ұстастым дейді. Bir күні қарасам олардың бәрі жаңағы аналар білдіріп жаңағы арам ақшамен бөлісіп алады екен де, шіркеуге барады екен де, жаңағы күнәсін тазартып алады. Күнәсін ағарып тазарып шыға келеді екен, аналар болған бөліске түседі екен дейді. Шіркеу сен екен ғой мыналардың бәрін жаңағыдай легализовать етіп отырған деп, онымен ұстастым. Сөйтсем оның төбесінде жаңағы нелер отыр екен де, чиновниктер неде, Ленинградта дейді, Петербургта. Сөйтіп оларға барып чиновниктермен ұстасам деп, олармен соғыстым дейді. Сөйтсем оның төбесінде император отыр екен дейді. Императормен ұстасу керек болды. Сол кезде барып мен түсіндім қартайғанда, бұның бәрі далбаса, бұның бәрі бітпейтін сондай бір айналып келе беретін карусель. Ең дұрысы дейді, адам өзінің ішкі дүниесіндегі, олар орысша божественное начало дейді, біз енді илахи бастау, тәңірлік бастау дейді. Алғаш ұшқынның адамның бойына үрленетін сәті, Құранда келеді, онафахту фихи мин рухи. Құдай өзінің затынан адамға рух деген бір сәулені үрледі, ол сол ішінде тұрады. Тек қана соны адамгершілікпен, не түрлі хикметтермен күшейтіп үрлей берсе, ол парылдап жанып жарық күшейген кезде, сол жарыққа өзі халықтар ұмтылаттағыны зұлымдық 100% өліп қалмайды, бірақ өзінің табиғи отанына қайтады. Яғни шектен шығып кетпейді, өзі бұрыш қуыс-қуыстарында ғана қалады, негізгі доминант адамгершілік болып кетеді деп. Сондықтан бұл студияда отырып алып, мен сондай жаңағы азып кеткен достарым бар, ойбай менің тозып кеткен туыстарым бар деп, оның бәрін түгендей беруіне түк те пайда жоқ.
бұл жерде отырасың дағыны негізгі шығатын жол мына құндылықтарды баса насихаттап қояйық деп осы жерде студияда әрбір минутын секунд соған пайдаланасың. Көріп отырған адамдардың бәрін ақымақ деп есептеуді қою керек. Олар онсыз да қазір көріп отыр міне бізді. Олар да мына менің үйімдегі проблемамды айтып отыр ғой, мен осындаймын ғой деп, ол онсыз да өзінің ішінен қабылдап отыр. Қабылдамаса ол келесі жылы қабылдайды ол. Санасы өсіп күшейіп келгеннен кейін. Сондықтан бұл жерде оларды жаңағыдай нұқып, шұқып, сендер осындайсыңдар, мен білемін сендер сондай екендеріңді, не істейсің оның жынына тие беріп. Осында шығатын жол мынау деп құндылықтарды насихаттап үрлеп жіберу керек, бітті шаруасы. Ауыр болып тұр сол. Енді әлбетте бұл да тәңірлік азаптың бір түрі ғой. Көрдің бе, әбден біздің миымыз инстинкт деңгейіне дейін жетіп, тек қана осындай жаңағы қоғамды сынау, біреудің жаңағыдай кем-кетігін түгендеу, жаңағыдай ақсап жатқан жерін жаңағы тістеп алып, соны шұқып көрсету дегенге біз бейімделіп кеткенбіз. Жақсы нәрсені насихаттау келе жатсақ, бәрі осының желкесін қияттаған. Тоқтай тұрыңыз, айтып отқан әңгімеңіз жақсы, бірақ қоғамда ондай адам қалған жоқ деп бастайды. Қалмаса сен баста соны сен басында тұр соны. Сондықтан мен ондай адамды пессимизмге тартып кететін иірімнен өте сақтанып тұрамын. Ондай әңгіме басталды ма, бірден жолын кесіп тастаймын. Онда қараңыз, онда балаларды енді осы жерде өзім үшін жеке сұрақ қойшы. Баламызға енді бала кезден 13 жасқа дейін мысалы оқып жүрген жерден шығарып алу ең дұрыс жол менікі сол болады ғой. Енді қазақ мектебіне бересің кәдімгі. Мен бірден айтайын, жекеменшік мектепке бересің бе бермейсің, одан менің шаруам жоқ, оны сен өзің шешесің. Бірақ мен өзім және менің айналамдағы осы ілімнен хабар бар адамдар бірде-біреу балдарын мектепке, жекеменшік мектепке бермейді. Мемлекеттік мектепте. Мемлекеттік мектепте әшейін қарапайым соның ішінде алысып жұлысып жүріп үйрене береді. Сен оның ішіне қолынан келген шекке дейін рухани құндылықтарды сіңіресің. 1 жылдығын ойлаған ел бидай егеді, 10 жылдығын ойлаған ел ағаш егеді, мәңгілігін ойлаған ел баласының жүрегіне ізгіліктің дәнін егеді. Соны еге берсең, сосын ол біраз уақыт тұрады, армандары тасыған кезінде жолында кедергінің бәрін қиратып, қалған өнер ғылымның бәрін сүйреп сыпырып алып кетеді. Енді бұған күмән қыламын дейді ғой енді біреулер. Қалай ол сонда кішкентай кезінен спецшколға бармаса, ниште оқымаса деп. Жақсы. Сол арнайы супер мектептерінің ашылып жатқанына бір 20 жылдан аса уақыт кетті мысалға. Енді сен маған бір тұлға, бір жанып тұрған сол мектептің өкілін көрсетші қазір. Сол орыс мектеп ағылшын тілін оқып, қазір қазақтың мүддесін қорғап, сойылын соғып жүрген не парламентте, не билікте, не болмаса жай блогер жүрген. Біреуін таппайсың. Отыр ғой Гарвардта оқып келген талай жеп. Иә. Не дейсің енді маған? Ал енді елдің бәрі өткенде біз былтыр өзбек елі және мәдени майдан деген кітап шығардық. Сен оқыдың ба оқымадың ба мен білмеймін. Кітап бар, мен Қанышты оқып отырмын қазір. Қанышты жарайды, енді ол да жақсы. Былайынан түссең де бір жерге барасың жаңа. Сол мысалға айтып отырған өзбек әлі Жәнібегім, білесің бе қай жерде өскен? Қазір Түркістан облысының Шәуілдір деген жері бар, орталық. Шәуілдірдің өзі емес, Овсевод деп аталады өзі, кейін Сарықамыс деп аталып кетті. Сол жерінде ферма ма бірдеңе ол жерде. Өлі дені дұрыс мектепте жоқ. Ол өзі әкесі өліп қалып, сонымен әмеңгерлікпен шешесі екінші біреуге тиеді да, сонымен енді бәйбішемен бұның арасында жақсы қарым-қатынас болмайды да, бұған онша көңіл дұрыс бөлінбейді. Яғы бала кезінде алған травма дегенің сол өзбек әлдің көкесінде бар, сол ана жерде балалық еске алған кезде еңіреп тұрып жылайды. Өзінің шешесінің қалай өлгенін, туған қарындасының қалай өлгенін бәрін жазады сол жерде. Мектепке барған кезінде 41 жыл айтады, соғыс басталды дейді. 10 жастамыз, мектепте оқимыз дейді. Не қағаз жоқ, не қалам жоқ, не дәптер жоқ дейді. Алтыда үй тапсырмасын берген кезде есеп шығаратын қағаздың жоқтығынан газет сатып аламыз да, газеттің шетіндегі ақ жолақ бар емес пе? Соған үй тапсырмасын жазып, соған есеп шығарып, соған сөйлем құрап білеміз дейді. Сөйтіп жүріп 7-ші ма 6-ші классқа келгенде зорға дегенде ана Шәуілдірдің өзіндегі мектеп интернатқа ілініп, сол жерге барып түседі. Қарындары үнемі аш. Ауылдан тек талқан келеді. Ана ірі жігіттер талқанға таласып келеді, бөлмені нағыл тартып алады дейді. Күшіміз келмейді дейді. Бір күні ауылдан бір здоровый жігіт келді, бәрін сабап талқанды бермей қойды дейді. Сонымен қарным сәл тоя бастады дейді. Мектепті зорға бітіріп, бір ауыз орысша білмейді, Алматыға келіп, мына АГУ-дың ИСФАГын бітірген. 5 жылдың ішінде орысша судай болып шығып, кейін комсомол бірінші секретары болып, Москвадағы чиновниктердің бәрін мен ақыл парасатымен сындырып, Юрий Гагаринмен жандос болып, Юрий Гагарин оның адамгершілігіне, біліміне басын иіп, қолындағы баяғы космосқа бірінші ұшып шығатын кезде тағатын электрон сағатын өзбек елі Жәнібекке сыйлаған. Мә, сен тағып жүрді. Оны әке осы жерге музейге қойған, ол білмеймін қазір қаяқта екенін. Бар ма жоқ па, Назарбаев дәуірінде күйеу балалардың үйінен бірақ шықса таңғалмаймын. Сөйтіп, оны ВЛКС-ның сол кездегі комсомолдың бірінші классы Чижевниковтың жан досы болып, бүкіл ұлттық мүдденің бәрін қорғап, бүкіл мына Торғайдағы театрдың бәрін, пединституттың бәрін ашып, шертерді құрып, одан кейін мына Сазген деген фольклорный ансамбльді құрып, Тайқазанды алып келіп, Наурыздың бәрін тірілтіп, мына қазіргі бүкіл Қазақстан ұлықтап жүрген алаш зиялылар бар ма? Шәкәрімнің, Мағжанның, Ахметің, кім бар? Әлихан
бәрін 89 жылы ЦК-да секретарь по идеологии жұмыс істеп тұрған кезінде Колбиннің кезінде соны ақтап тастаған сол. Бір өстіп тастаған соны. Ақтап тастаған ба? Бәрін ақтап, бәрін тізеге салып, сындырып тастаған биліктің күшіменен. Сол баяғы ауылда талқанға таласып, төбелесіп газеттің шетіне. Кәне сен енді онымен 100 есе мықты мектепке барып оқыған балдарыңды алып келсе енді көрейік та. Ол баланың енді туылуына қарасақ, сонда жаңағы тазалық бар ғой сонда. Иә, олар кәдімгі кішкентай, енді ол қайта мемуарларында жазған, бірақ жалпы есіңде болсын. Мына әсіресе Түркістан облысының қазіргі сол отырар топырағы бар ғой, өзі шежіреге, аңыз әңгімеге өте бай жер. Оның үстіне бұның туған 5-ші ме 6-ші ме атасы қоқандармен соғыста шәйіт болаттағына қайдатқа еді атынып тұрған бар. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесінің ішінде жерленген. Сондықтан бұлар шежірелерін бәрін біледі. Бұлардың көкіректерінде сондай елдің мұратын көздеу деген арман кішкентай кезінен сіңіп қалады. Сіңдірген бе? О, шалдардың әңгімесімен сіңеді оның бәрі. Тіпті сол екінші әкесі болып отырған Серім деген кісінің өзінің дінін жақсы хабары бар. Ташкентке барып бірге ол беріп келген деп өздерінің балдары айтып отырады мысалға. Солардың бәрі кішкентай кезінде үйретті бұларға деп. Сосын бұл комсомол кезінде қорықпайды. Отырарда Әл-Фараби төбе деген бар, сондай төбе деген бар, аңыратып Құран оқи беретін деп естелік айтып отыр мысалға. Сондай рухани құндылық бәрін сіңіріп алады. Қалғандарын студент болғаннан кейін жапырады. Күндіз-түн библиотекада отырып, мына Галушкевич деген ненің Большой театрдың профессорын кәдімгі біліммен сындырып, 50 жасында өле-өлгенше қазақтың биін зерттеп, қазақтың биін дамытатын көндіріп қойған. Өле-өлгенше соған жұмыс істеген адам, ана 88-де қайтыс болды. Соған дейін 2-3 кітап жазып тұрған. Әлі күнге дейін мектептерде мына би институттарында соның Галушкевичтің кітабын оқып, соны өзбекше жаздырған мысалға. 74-ші жылы қиратқан соны біліммен сындырады, соны ақылмен, парасатпен сындырады. Бізбен кім санасады қазір? Тым білмейсің мысалы, ағылшын. Кімге керек сен ағылшын тілін білген? Миллион толып жатыр қазір. Инстаграмда жүре алмайсың, Фейсбукта ашып қалсаң ағылшын тілін үйретемін деген ана нейтив спикерлер дейді. Ағылшынның жаңағы нең американецтердің ана шорайып жүр ана жерде үйретемін. Екінің бірі ол факирді үйреніп алды қазір мысалы. Ол былай судай сөйлейтіндері қаншама IELTS-тан 9 алатын қазақтардың көбейіп кетті қазір. Не істеймін мен оны мысалы? Маған қазақша сөйлейтін адам керек қазір. Қазір қазақ тілінде осы қуыс кеуделікпен соғыс алатын құнарлы әңгімені айтып жеткізе алатын адам қасқалдақтың қандай тіпті қалмады. Жаңа сен айтып отқан Селбек Мырзабай екеуміз бүкіл подкастпен бүкіл лекцияны толтырып біттік қазір. Ютубта менен басқа адам қалмады. Мен пенсияға жіберші. Жіберші мен пенсияға. Мен орныма басқа біреу келсінші. Соның тілеуін тілеп үйімізде демалып отырайық. Ұйқымыз қанбайды қазір. Көрдің? Мен қазақ мектебінде оқыған адаммын. Шет тілін білем жақсы. Бірнеше тіл меңгерген адам, бірақ айтпаймын, сөйлемеймін оны. Не үшін? Не істейсің оны реклама жасап? Одан керек біліміңді өзің аласың. Ағылшыннан сабақ бергенсіз? Жақсы бергем. Қазір де монографиялардың бәрін ағылшын тілінде оқимыз, бірақ оны біз ешқашан реклама жасамаймыз. Ол жанама түрде көріну керек. Енді адамдар былай сырттан бақылап, деп бір-екі жерінде ғана біледі да қояды. А сен бүкіл өнеріңді қазақ тілінде көрсетуің керексің. Өйткені қуыс кеуде қазақ тілімен толады ол. Қуыс кеудені? Иә, қазақша сөйлеп, қазақша құндылықпен толтырасың. Енді бір қызға айтайын саған. Маған орыс тілді қазақтар келеді. Сөйтіп айтады, кітаптарымды орысшаға аударайық деп. Мен айтамын, аударамайсыңдар жігіттер. Неге? Оның құнарының бәрі кетіп қалады. Онда сен орыс тілін, мен қайтадан онда орыс тілінің мүддесіне жұмыс істеймін ғой. Енді олар тұрады тағын біз қазақ тілінде дейді. Иә, қазақ тілінде дейді. Қазақтың салт дәстүрін, тарихын, шежіресін, әртүрлі жаңағыдай тұлғаларды орыс тілінде түсіндіреміз. Неше түрлі деректер, фильмдер ақтарып, енді еңбек енді архивте қопарып жатыр, ананды қопарып жатыр. Бәрібір соны қазақ тілді орта қабылдамайды, мен саған айтайын. Олардың жасаған. Иә, көтерілмейді. Не үшін? Мысалы, академиялық білімде мынандай нәрсе бар. Мысалға сен Европаға бар да, мен Казгудың философиясын бітіргенде грек тілін, латын тілін білесің ба деп сұрайды. Жоқ, грекше оқи алмаймын, сен күледі қарқылдап. Сен басың істей ме? Грекше, латынша оқи алмайсың мәтінді. Сен философия неменеге айналысың? Сен сонда орыстың призмасымен қарап, сол орыстар аударған текстті оқып келіп тұрсың ба бізге, бар кет ана жаққа дейді. Сен сөйлетпейді ана жерін. Шығыс философиясымен айналысасың ба? Ислам, арабша, парсша мәтін оқи аласың ба, Құран оқи аласың ба деп сұрайды. Жоқ десең, онда бар демалып айналайын деп айтады саған. Тарихшымын десең, орта ғасырдан қай кезеңге бейімделдің пәлен жылнамашыларды оқи аласың ба деп сұрайды. Ал егер сен Египет танумен айналысам дейтін болсаң, онда Египеттің иероглифтарын шампаньон жасаған әліппесін оқи аласың ба деп сұрайды. Жоқ десең, онда кешірерсің. Енді бүкіл ғылымда, философияда қолданылып жатыр, анада қолданылып жатыр. Енді қазақ мәдениетіне, қазақтардың қуыс кеудесін құндылықпен толтырамыз деген кезде, ол нақ орысша сөйлеу керек енді. Ол қазақша жоқ. Оларға айту керек, сендер арам тер болып жүрсіңдер. Осыны түсініп, бірденнен 100-100, 180 градусқа бұрылып, нөлден бастап қиратып, қайттан көтерілген мен бір адамды білемін. Ол Қанат Тасыбеков деген кісі. Ол
өте терең түсінген мына сөздің несін қаншалықты құдіретті зат екен. Сөйтіп 50-ден асқан шағында уақыт бөліп үйіне өзін қамап қазақ тілін үйреніп, қазақша қалай үйрену керек деген кітап жазып, қазақ мәдениетін өте жақсы насихаттайды. және қазір өте күшті болып алды сол кісі. Неше түрлі сөз орамдарды қазақшаға аударған кезде менмін деген филологтың артқа тастайды қазір. Ол мысалы ықпалы оның зор. Енді білмеймін, мен ана жігіттер оны қазақ мәдениетін, қазақтың жаңағыдай шежіресін орыс тілінде насихаттаған кезде ол орыс тілінің күшіне мүддесі күшейе береді болды. Ол сен қазақ тілін мен бала шағам көрмейді мысалға соларды. Қазақша көреді. Ал ғылым алғысы келсе бәрі ағылшынша көре береді. Бала шағам бәрі документальный фильмді ағылшынша көреді, орысша көрмейді. Үйреніп алған соны. Бірақ бірінші 13-ке дейін тек қазақша салып тастайсың ананың бәрін. Қазақша сөйлеңдер, бірінші үйреніңдер, одан кейін бар. Аңыз, қисса. 13-ке дейін жалпы өзі реалдағы құбылыстың ішіндегі жасырылған мән хикмет бар ғой, өмірге кейін қолданылатын, оның бәрі баланың өзі миын Құдай реттеп қойған. Magical thinking дейді ғой, қиял ғажаппен ойлау, ұшатын кілемге сену. 13-ке дейін бала ұшатын кілем бар, сол кілемді үстінемесең ұшып кетесің, сене береді. 14-15-ке келгеннен кейін кілемге сенбейді, самолетқа сенеді. А бірақ 6 жасынан бастап ұшатын кілем жоқ, сен самолетпен темірмен ұшасың деп айтсаң, ол кері әсер етеді. Баланың қиял дамымай қалады. Бәрі өз орын-орнымен келе жатыр. Қияли болу керек қой еді. Қиялға үйрет. Қиялды. Мифология сол үшін бізге жаңа аңыз-аңыз. Сондықтан да бұл онтология деген ғылым болады. Оның жаңағыдай мұсылманша вариантын жасаған кім? Ибн Араби деген кісі. Сонда мына болмыс туралы ілім дегенде мысалға бүйтіп түсіне салшы. Мынау кітап қоя дейді. Қуыс кере деп атала ма дейді. Дәл осы кітаптың индизайн түрінде компьютер түрін көрсете аламын саған, электронный. Ана кітап мынау ма? Жоқ, басқа ма? Сен айтасың, екеуі бір кітап қой дейсің. Дұрыс. Индизайннан мынаған түседі қағазға. Енді кері қарай айландырсаң, қағаздан индизайнға түседі, индизайн ол Word форматына түседі. Енді бір сұрақ. Word форматына қайдан түссең? Менің автордың миынан түсті дейді, ана жерге жазылды дейді. Ол кітап басында мияқта тұрған дейді. Енді сұрақ. Мияқа қаяқтан келді ал? Соны қиял әлемінен келеді. Оның үстінде не тұр? Періштелер әлемі тұр. Оның үстінде не тұр? Оның киелі әруақтар тұр. Оның аржағында тұр пайғамбар, оның аржағында періштелер, оның аржағында кете береді ол сөйтіп. Өте қызық ғылым бұл. Енді қайтесің енді адамдар бұның бәрінен бас тартты мысалға. Сөйтті да объективті әлемнің тұтқынына өздері айналды. Болды, қиял, миял деген қойыңдар, мен тек қана осы көзіме көрініп тұрған затқа сенемін деп жатып алды. Мәсаған енді оның орнына ал мынаны. Енді отыр осы трагедиядан көз ашпай. Бітеп тастаған тесіктің бәрін ашу керек. Сондықтан мына жерде ол бітеп тастаған тесіктің бәрін ашатын менің қолымда өзім ойлап тапқан құндылық жоқ. Сен ешнәрсе ойлап таба алмайсың. Сен тек қана ата бабаңнан саған бәленбай мың жылдардан бері ғасырлар сүзісінен өткен әбден өзін құндылық ретінде дәлелдеген баяғы ескі жазбаларын қайтып аласың. Ол Алтын Орданың кезінде жазылған Қиссасул Анбия, Қазақ хандығының кезінде Қазақстанға келіп жазылған 15-ші ғасыр 6 бармақтың Сияр шәріпі, кейін Шәді төрелер жазды, жырлады, мәшһүрлер жырлады, оны кейін таратты. Сосын Мың сұрақ, сосын Қожа Ахмет Яссауиден бері келе жатқан Диуаны хикмет. Осының бәрін аласындағыны қайтадан қолданысқа саласың ана жерден. Мынаның бәрі өтіп еді ғой бізден деп. Сондықтан қазақтар мына сенің жаңағы кәсіпкерлерің болсын, бәрі осы ішіндегі осы жан дүниесін шыдатпай бара жатқан қараңғылық қуыс кеуделіктен тыйылып, бала шағасын бәрін надандықтан 21-ші ғасырдың қауіп қатерінен құтқарғысы келсе, қазақ құндылыққа бәрі кері қарай қайтады. Атасының, әжесінің әңгімесін қайтадан қабылдайды олар енді. Сонда ғана үлкен дүние істей аламыз, қопарасың ол кезде. Сен маған ана Архимедтің айтатын сөзі бар ғой, сен маған тіреу нүктесін тауып берші, мен саған жерді рычагпен көтеріп беремін дейтін. Сол сияқты сен маған осы құндылықтарды үйрететін бір мектеп ашып берші, байлардың басын құрап. Сосын мен саған алматыңды аспанға ұшырып жіберейін. Атады кәдімгідей. Сондықтан бағанағы бір әңгіме естен шығып кетті. Қаныш Сәтбаев туралы да. Қаныш Сәтбаев қара, ғылым академиясын ашып, бүкіл сен СССР ғылым академиясының президиум мүшесі, бүкіл геология бойынша дүниежүзінде аузына қаратып отыр. Бәрі оның аузына қарап қалды. Қалай мынау жердің астында жатқан руданың қалай жатқанын біліп қоя береді. Қалай бұл оның көлемін, запасын есептеп шығара береді. Бәрі таң қалады оған мысалы. Жер атауы. Қалай мынау деп. Сол Сәтбаев 12 жасында барды Павлодарға мектепке, орыс мектеп. Оған дейін ауылында мектеп болған, бір жалғыз мұғалім оқытады. Ол кішкентай ағаштан тұрғызып қойған бір нәрсе, оның ішінде учебник те жоқ, программа да жоқ, әйтеуір бір орыс келеді дағыны жаңағы лошадь, ат, жеребені, құлын деп сондай сөздер жаттап отырады. Ода бір Сәтбаевтың орысша үйреніп кеткен ештеңесі жоқ. Жеке-жеке андай атауларды үйреніп алған ғой. Сосын бар енді ана профессионал оқы дейді дағыны бұны жібереді. Павлодарға барады да, сол кезде барып әр пәннен жеке-жеке маманданған мұғалімдер береді, мектепке түседі. 2,5 жылдың ішінде оның сотын шығарып, пашағын шығарып,
ол ғылымның бәрін ішіп алады да. 2,5 жылда. Иә, оның үйренбеген заты жоқ. Сол кезде бірінші бұл фотоаппаратпен кодакпен суретке түсіруді үйреніп алған кружокқа қатысып. Сосын конькиге барады бұл. Сөйтіп оны конькиді үйреніп алады. Сосын скрипка барады, оны үйреніп алады. Биге барады, оны үйреніп, хорға барады, оны үйреніп. Не үйірме бар, бәрін сыпырып, сыйпап, қалтасына салып, арап семейге барып, ол семейге сыймай, Томскіге барып, ол Томскіні жарып, қайтып келіп, мәсаған дейді, Қарсақбайды қиратады. Ол да ештеңке емес. Енді мен академия ішімдіп, Алматы 46 жыл академия ашып, ол Қаныш Сәтбаевтың ашқан Алматыдағы сыр ғылым академиясы, сол 12 жасынан бастап оқыған. Москваның ғылым академиясы бар ма? Екеуі тең дәрежеде оқып болған былай. СССР уақытында. Иә, оған ешкім таласа алмайды. Сөйтіп ол да ештеңке емес. 55-ші жылы Ленинградтың геология институтыменен Қаныш Сәтбаевтың мына геология Алматыдағы институты екеуі жекпе-жек шыққан. Болжам картасы. Жердің астындағы руданың қандай белгісіне қарап білеміз деген кезде екеуі екі карта жасап біледі. Төрт рет шайқасады. Төртеуді де Сәтбаев беріспейді. Ең соңында бұлар тәуелсіз арбитр шақырады, кімнің картасы дұрыс екенін. Олар да біле алмайды. Өйткені екі жақ беріспейді. Бір-бірін терістеп тұра береді. Сосын екі картамен екі бригада екі жаққа кетеді дағыны. Сәтбаевтың картасымен кеткендер 95 па 96% руданың үстіне дәл түседі. Ленинградтан кеткендер таспақта таппайды, аузын мұрын қу шөппен сүртіп қайтып келеді. Сөйтіп жеңіледі олар. Сөйтіп кешірім сұраған ғылыми неде журналда біз адастық, шатастық, Сәтбаевты мойындаймыз деп. Содан бұның бәрінің аузына қарап отырғаны. Қаяқтан шықса сол жігіттердің бәрі? Не импульс, астынан не ұрды оның мысалға. Сондықтан қазіргі бұл жаңағыдай Санжардың айтып отырған қиссаларының бәрі қайдағы жоқ, қиял ғажайып ертегілер, оның академиялық дәлдігі жоқ, ол біз адастырады, одан да баламызды бірденен ағылшын тіліне бейімдеуіміз керек, баламыз ағылшынша білсе технократ ұлтқа бәрі түкке тұрмайтын баланың әңгімесі. Сіз қарасыз Сәтбаев пен Әуезовтің істеген 42-ші жылдан бастап тек құндылықтар жинаумен айналысқан. Тек құндылықтар. Бүкіл институттардың бәрін бюджетін қырқамыз, бірақ институтқа ең жоғарғы категориямен жалақы төлейміз, біреуін таңдаңдар деген кезде Сәтбаевтың қараш басы қатты істейді. Қазақ тілі және әдебиет институтын ғана алып қойған. Қалғандардың бәрін тұра тұрыңдар сендер. Онсыз да өлмейсіңдер деген. Не үшін? Себебі біліп тұр, қазақ тілі кететіміз бәрі кетеді оның артынан. Тізбектеліп, үзіліп. Соның арқасында Құдай сақтап 91 жылға дейін келіп, құлап қалмай әйтеуір қазіргі мемлекетті құрып, қазақтар өсіп 75%-ке барып, саған 20 миллионға жеткізіп отырғаны мынау қазір. Енді қысып тұр ғой бәрі. Енді қазақтар қазір енді қайтадан нигилизмге ұрынып қалды. Құндылықтар әлемнен көз жазып қалды. Енді негізгі себеп бұл біріншіден ағылшын тілі культінің күшейіп, оның насихатының қатты өрбуі, ағылшын тілі кинолар арқылы. Әртүрлі жолмен. Енді ағылшын тілін білген адам якобы ешқандай бұл өмірде қиыншылық көрмейді. Солай ойлаймыз ғой, ағылшын үйреніп алса әлемді қопарады деп қарап тұрасың. Ағылшын үйреніп алса жатады. Иә, ол қазір Англияға, Америкаға барып 3 жыл 4 жыл оқып келіп, қалтасына ағылшынша судай сөйлеп, мақала жазуға қабілетті балалардың бәрі өріп жүр, түкті бітіріп жатқан жоқ. Олармен бірге жұмыс істейтін өткенде мен Түркістанның баласын көрдім. Түркістанда Исфактов бітірген. Анау айтады, мен түсінбеймін дейді. Мына оқу бар, не оқыған бұлар. Білімді жігіттер бәрі дейді. Бәрі қалталарына жейді, жаңағыдай Англияның, Американың бір диплом салып алған дейді. Ешқандай идея жоқ, ешқандай не стимул жоқ. Жаттаса тұрса тұрады, бұл жүріп әшейін кабинетке кіріп шығады дейді. Оғымен салыстырғанда мен Түркістанда жаңағы шалдардың әңгімесін естіп өскен 90-ға келген атам бар дейді. Миым толып қалған идея дейді. Бәрі маған келеді дейді ғой. Пәленше мынаны не істейміз, түгенше мынаны не істейміз. Соны ол мысалы таңғалып соны айтып отыр маған. Сондықтан ағылшын тілінің культін азайту керек. Енді жойып жіберуге болмайды. Қалай десең де ол бәрі ғылым тілі болып тұрғаны рас, оны мойындайсың. Ол жерде шляпыңды шешесің. Шляпыңды шешіп тұрып, бірақ ағылшын тілінің жеткен жетістік, өндірген ғылыми жетістіктерінің бәрі қазақ тілінің мүддесіне жұмыс істейді деген позицияға тұрып аласың. Әуезов сияқты мысалға. Әуезов сондай позицияда тұрған. Бүкіл орыс тілінде өндірілген ғылымның бәрі қазақ тілінің мүддесіне жұмыс істесін дейді. Жұтылмайды. Әуезов мысалға МГУ-да Ломоносов атындағы университетте профессор сабақ берген. Сенесің бе? Орысша суда, өмірінде бір әңгіме жазбаған адам орысша. Сосын Әуезовтен сұраған, осы сіз неғып орысша жазбайсыз деп. Орысша ойлану өте қиын деп өтірік алдаған бәрін. Біледі, орысша жазса ол мода болып кетеді. Әуезов жазды, мен де жазамын деп шығады, сосын бәрі шұбыр. Бұзбайын деген ғой. Ал оның көзін көрген, соның сабағын алған, сол принципке бекіп алған Мұхтар Мағауинде жазады, соны өлсем жазбаймын мен дейді орысша. Жаза аламын дейді, қабілетім жетеді дейді. Не үшін дейді? Орыс тілінің несі күшейіп келеді дейді тағы да. Мағауин бастады дейді, артынан кетеді, сосын шұбырып тағы бәленбай адам. Сондықтан ондай плохой пример беруге болмайды. Бізге де болмайды. Тек қана осылай қазақ тілінде сөйлейтін құндылықтар, осы қайтсек баламыздың көкірегін толтырамыз, қайтсек мына жалпы енді кәсіпкерсіңдер ғой сендер, енді мен түсініп отырмын сендердің әңгімелеріңді. Біз енді жаңа ақша табуды қатырамыз, енді бізден не жаңағы біз мән таппаймыз, мал табамыз дейді ғой. Жалпы өзі ақшаның да мәні сол. Кез келген сенің ішіп жеміңнен, тұрмыс тіршілігіңнен артылған ақша, ол комфортқа айналмау керек негізінде.
ол міндетті түрде қазақ мәдениетін, қазақ тілін, қазақ әдебиетін, қазақ руханиятын күшейтетін бір сондай орталықтарға, ғылым, білім, өнер өндіретін орталыққа салыну керек ол ақшалар. Ол педагогтарға төлену керек, солардың арендасын жабу керек. Мысалға, мен Шымкентте қаншама мұғалімдер шығардым, көндіріп. Қисса орталығын ашыңдар, бітеңдер деп. Ашты бәрі. Қаланың ішіне арзандау нелер арендаға алды. Уақыт өте келе, ойбай қымбатшылық болды деді. Надан кәсіпкерлер. Қазақтар ғой бәрі енді. Қисса орталығының адамзатқа қандай пайдасы бар екенін, ол жерде қазақ тілінің мүддесі қалай қорғалып жатқанын баш жетпейді, алдыдағының бағасын көтерді. Ол педагог барып айтады: мен ақша тауып отырған жоқпын бұл жерде. Мен сенің балаңды қуыс кеуделіктен құтқар. Басыңды қатырма, мынау болса болды деп шықты аналар. Не болды? Бәрі өлді де қалды ана жерден. Енді Астанада тағы да бір жігіттер өткенде осы қуыс кеуделікке майдан ашамыз деді тағыны, бір 200 квадрат жерді алды, банкке мизерден қарызға кірді. Ай сайын 2,5 миллион теңге ол төлеу керек. Енді сен ана ақшаны төлей алмайсың, қуыс кеудемен соғысатын педагогтардың жалақысын тауып бере алмай отыр. Нервің ойнай ма, ойнамай ма? Ана спортсмендердің бәрінің астына гүрілдетіп $100,000 мәшинесін беріп жатыр. Ол ештеңе емес. Біреудің аты дігдік деп 10 километр шауып келсе, дәл 100,000-150,000 мәшинесін мінгізіп жатыр мысалға. Көкпар тартады. Ауылдың жаңағы қарулы жігіттердің бәрі шығып алдыдан азынан кешке дейін аузына қамшысын тістеп алып қиқулап, бейшара серкенің терісін жүзін жұлып, ағырып бері сүйреп лақтырып жүрген. Ең сонда алды бір мәшинеде мініп кетті мысалға. Кәсіпкер жігіттерінің көкірегінде сәуле болса, сол елдің мүддесін, ұрпағының болашақ өсіп өнуін ойлайтын болса, сол ана көкпарға сен ақшаны үйіп төкпе, әшейін бір диплом бере сал, бір қой бере сал мысалға. Есің дұрыс па, сен шауып келген атқа джип мінгізгенде? Адам ғой негізі бұл құндылық. Адам ғой. Сен атың енді ары кетсе 5 жылдан кейін қартаяды, шабуға жарамайды, ал сойып тастайсың ертең оны. Ал маған қаяқта осыдан 10 жыл бұрын шауып келген бәйгедегі аттардың атын айтып берші маған. Тоқтата аламын екен солар. Ол әшейін грамоты проматымен бітетін шығар олар ғой. Жүзі делебен қозып бара жатса соған. Ал спортсмендер осыдан 2 жыл бұрын, 3 жыл бұрын әлем чемпионы болған сен маған самбистерді, күресшілерді, боксшылардың атын атап берші. Олар 4 жыл сайын олимпиадада аттар жаңара береді. Қаяқта олардың бәрі? Кезінде келді, бір рет туды көтердің, гимн орындалды, бір 5 минутқа кайф алдың, болып ұмытып қаласың сосын. Ал көкірегіне құндылық құйылған елді осындай қуыс кеуде дертінен құтқарып ұстап отыратын адамдар мемлекеттің ең бірінші байлығы, капиталы сол есептелу керек. Сондықтан қалтаңа 10 теңге артық түсіп қалма, жүгіріп барып балаңа чупа-чуп салғанды қою керек. Ана менің педагогтарыма аударуларың керексіңдер. Ана арендасын төлеу керек ана жерден. Оларға тегін соғып беру керек аналар. Бойбай, бүкіл жарығыңды, светіңді, суын бәрін өзіміз төлейміз, отыр айналайын. Ана педагогтарға астын болмаса мәшине алып бер, мәшине соған алып бер. Ана пробкада тұрмасын ана бейшаралар. Қаншама баламен шайқасып жатыр. Өшең миы айнып кеткен жағы сотқа көріп, дауынан маунаға ұшырағандар. Бәрі солар бүкіл күшін сарқып отыр ана жерде. Мен көрдім 2 жасынан бастап. Тілі шықпайды, сөйлемейді, психологический развитие. Тілі шықпайтын, мына ойын жеткізе алмайтын, диктант жаза алмайтын, бірдеңе сәл түсінігіңді айт деп сұрасаң қорыққаннан дірілдеп жылап жіберетін балалар қаптап кеткен бәрі сондайлар. Соның бәрімен жұмыс істеп отыр солар. Бәрінің арендасын көтерді. Кім? Қуыс кеуде дүние қоңыз кәсіпкерлер. Сол педагогтардан бір ақша алмақшы. Есі дұрыс адам педагогтың ақша алама. Ол педагог болғанда бір математика ағылшын үйретіп ақша істеп отырған біреу болса мақұл. Ол ізгілікпен айналысып отыр. Ол таппайды ақша ешқашанда. Ол фанаттар айналысып отырған бәрі. Олар ақша табуды мақсат тұтпайды. Жүр, мынаны шығар. Оқытып ақша келеді деп отырса, тасбақада әкеліп саған. Сол жұмыс істейтін жердегі 5-6 адамның айлығын, шайлығын жабады да болды. Қалған абырой, өмірдің мәні, өлсең алдымыз жарық деген иманға жатып аласың да кете бересің. Өте керемет жұмыстар жүріп жатыр. Сондай, Ұлеке. Так что біздің қазақтың кәсіпкерлері жаңа деңгейге ұлттық буржуазия дегенді түсіну керек. Яғни ұлттық буржуазияның қалыптасу деген сол. Қалтасындағы ақшаның бәрі ұлттың болашағына жұмыс істеу керек. Санжар ағаны бізден кішігірім сыйлық сізге. Жаңа шет елдің брендін емес, өзіміздің отандық абырой деген, Еркебұлан деген бауырымыздың не карамат бар бұның ішінде сонда? Жасалып жатқан сағаты ғой. Отандық кәсіп деп айтсақ болады енді. Швейцарияның деңгейінде жасап. Құрметті көрермендер, мына ұланды ұлттық буржуазия туралы әңгіме айтып қатты былай ішін қозғап жібердім ау деймін, бірден маған сағат сыйлауға көшті. Ол сағатымыз өз жоспармен алдын ала ізденіп, сіздің инстаграмыңызды қарап, зерттетіп мен қандай сағат деп. Мына сағат ұнамады ау деймін сендерге. Сол ағамыздың вкусын қарап, талғамын қарап беріңіздерші дедім да. Содан өстіп, сол жігіттерге. Бұл не, кәтта сағат па бұл? Бізде Алматыда жинала ма, не істейді бұны? Толық жиналмайды. Бұйыртса бірақ болашақта жиналады. Қазір Қытай, ал Қазақстан
арасында жиналып жатқан сағат қой. Мына сағат шешілген бұл жерде ұятты. Ал онда сенің сағатыңды мерде елдің көзінше салтанатпен тақсақ тағайық, бірақ мына көріп отырған көрермен ана буржуй достарыңа, бай кәсіпкерлер достарыңа айтшы, бүкіл Қазақстанда барлық облыс орталықтарында біздің жас оқушы балдардың көкірегінің құндылық күйімен айналысатын педагогтар бар, орталықтар бар, қисса орталықтар, үйімдер. Солардың бәрінің арендасын төлесінші аналар. Ол пайда таппайды, олар өлуге айналды кәдімгідей. Мен фанатизммен тұр енді әзірге. Сіз қонақ болып үйге келсеңіз, сізді қонақ болып шақырса, мен жинасам. Бір уақытыңызды ыңғайын тауып. Кәсіпкерлер келе ме? Ұлттық буржуазия? Тек кәсіпкерлер шақырам. Жақсы, онда сен сол ұлттық буржуазияның көкірегінде сәулесі бар өкілдерін жина, әңгімелесейік. Сөйтейік те айтайық, мына қазақтарды құтқарыңдаршы, мына қуыс кеуде дертінен мына құндылықтың бәрін насихаттайықшы. Сондықтан бұл енді қазақтың кәсіпкерлері, байлары қалтасына түскен артық ақшаға ана бездарный балдыздарыменен арамтамақ қайын інілерін компанияға жұмысқа алып, оларға үй соғып беріп, оларға диплом сатып алып беріп, олардың жағдайын жасап, қайтсам қайын жұрттың алдында абырой жинайын деп, қайын атасы мен енесінің 50 жылдық 60 жылдық тойына ақша шашқан тоқтатсын енді. Сөйтсін дағына ақшаның бәрі тек қана ағартушылықпен айналысатын жас ұрпақтың көкірегіне ізгіліктің дәніне кететін педагогтардың жағдайын жасауға бейімделсінші. Келістік осыған. Сонда ғана мына қуыс кеуде деген бәле тоқтайды. Бұл кәдімгідей шегініс береді. Қолдан келгенше. Бұл жерде бір нәрсені айта кету керек тағы да. Мына қазақтар өте ұтымды позицияда тұр. Неге үшін десейші? Мына көкірек толтыратын трансцендент құндылықтар бар ғой. Бұл Алтын Орданың кезінде өте көп өндірілген. Қазақстан Алтын Орданың мына мираскері, сол территорияда қалып қойғаннан кейін бұл шырынды қиссалардың бәрі, шырынды әңгімелердің бәрі Қазақстан территориясында Өзбекстанда көп қалып қойған. Ташкентте, Бұхарада, Самарқанда, сосын Түркістанда, Тараз, Шымкент бәрі тұнып тұрған қазына. Соны білетін бір адам бар, академик Мекемтас Мырзахметов. Сол кісі қазыналы оңтүстік деген сериямен көп кітап шығарған. Бірақ енді кітаптардың бәрін қайтадан адаптация жасау керек, анализ жасау керек, жаңа формаға түсіп отыру керек енді олар. Сондықтан сол академиктің өндірген заттарының бәрін жаңа формаға құю керек. Бұны айта отырған себебім қазақтарға жаңағыдай көкіректің ішін құндылыққа толтыратын құнарлы әңгімені шеттен импорттаудың түкке де қажеті жоқ. Тіпті Түркиядан да тасымайсың. Керек болса Түркияға экспорт жасасаң болады. Мына Астана қаласында Гүлсара деген апай бар, Жезқазғанның кісісі. Соның Салауат деген балабақшасы бар. Мен Астанада көрген жалғыз ұлттық бағытта дамитын балабақша. Ол Гүлсара деген апай не істеген білесің бе баланы? Бүкіл семьясымен, күйеуі, балдары, қыздары бәрі тек ұлттық балабақша жасаумен айналысады. Анау қаптап тұрған қара орыстардың ішінде келе жатасың ғой, орысша сөйлейтін. Келесінде ана балабақшасына кіріп кетсең, бір орта ғасырдағы қазақ ауылына кіріп кеткен сияқты боласың. Кәдімгі қазақы әдеппен иіліп, сәлемдесіп, сәлем беріп амандасатын тәрбиешілерді іріктеп алған. Тілдерінде акцент болмау керек. Бәрі қазақ мектебін бітірген, көбісі енді оңтүстік өңірдің қазақтары. Кіргеннен бастап қазақша ою, сырмақ, текемет бәрін төсейді ана жерге. Тек қана қазақша кітаптар, сосын балабақшаның үлкен залының бөлмесіне айландырып 36 ма, 37 ма қазақтың данышпан ғұлама лидерлерінің суретін айландырып тастаған. Абайдан бастап Мәшһүр кім бәрі бар ана жерде. Сосын 4 түлік мал макеттерін жасап қойып, бәріне күй тартқызып кішкентай, сосын музыка ойнаған кезде үнемі күй күмбірлеп тұратын қылып, ол да ештеңке емес. Қыс бойы қазақы мінез сіңе берсін деп күйеуі кәдімгі жылқы бордақылап, қыста жылқы сояды ана жерде. Сөйтіп жылқы сеп. Енді осыны мен айтып жатырмын ғой. Соны сөйтсем, кеше Қызылордаға барғанда біреу күйіп пісіп отыр, бір күрескер. Ол айтады, мына Қызылорда облысының аудандарында кеше мен балабақшаларды араласам дейді. Балаларға қойып беретін, айтып беретін ертегісі жоқ дейді. Мына қиссалар білмейді дейді. Алып алып колобокты ойнатып отыр дейді. Содан жер тепкілеп ұрысты мәні жерге колобоктар ма десең, айналайын деп. Мақұл енді ол Астанада болса, енді Қызылордада колобогың десең. Содан біреу красный шапочканы қойып жүрді ана жерден. Содан алып алдым да қырдым бәрін дейді. Ертең көрсетемін мен сендерге деп. Осыншама тұнып тұрған рухани қазынаның үстінде отырып, мен балама сендер колобок үйреткен кімсіңдер сендер деп. Міне. Сондықтан жаңағы Ресейден ертегі тасу, жаңағы анау таяу шығыстан барып алып келіп рухани уағыз айту деген тоғару керек. Бүкіл осы 21-ші ғасырдағы адамның, енді қазақтардың көңілін, жүрегін осындай ізгілікке толтырып, даналықпен жаңағыдай қамтамасыз ететін рухани құндылықтың бәрі Қазақстанда кәдімгі мындай аузы мұрнынан шығып жатыр. Ешкім игермейді, танымайды, таптап жүре берді ана жерден. Толып жатыр. Біз үлгермейміз мынаны, тұншығып кетеміз мына көптігі соншама. Адам жоқ, маман жоқ бар, игеріп алып кететін ананы. Бәрі жаңағыдай шетелдегі шейхтардың уағызына жатып алған.
Абдулла бірдеңе шейх бірдеңе деді, Татарстандағы ана пәленше деген имам сүйдеді, Түркияда отырған пәленше шейх жақсы нәрсе айтып жатыр, мақұл болыпты, енді айтып отыр. Қазақша айтса енді осыны өзің ана тіліңде тұрғы осының бәрі 1000 жылдан бері өндіріп тастады ғой саған. Яссауиден бері қарап тарқата берсем нешесі шығады оның. Қаншама жырлар тұр, Қызылорданың, Ақтөбенің, ненің, Маңғыстаудың жыраулары. Ананы Құдай самасын ішіндегі мазмұны деген енді адам шайқайды кәдімгідей. Сондықтан былай болсын. Сол буржуйлардың жиыны, ұлттық буржуазияны күшейтетіндерін сөйлесейік, әңгімелесейік, мынау осы қуыс кеудедерді жайында. Жақсы? Сосын сен ұлттық балабақшамен жаңағы бүкіл Қазақстанда Ақтаудағы балдар қазір осының азабын шегіп жатыр, педагогтар. Аша алмайды, бермейді аналар. Бәрі қымбаттатып жіберген ананы. Ақтөбеде содан сорлап отыр. Атыраудағылар да содан сорлап отыр. Семейде содан сорлап отыр. Шымкентте содан сорлап отыр. Талдықорғанда содан сорлап отыр. Қаланың ортасынан бір жақсы бір жерден бір ғимарат, бір бөлме алғысы келеді. Ұят қой енді мысалға сондай ұлттық құндылықты насихаттап, осындай даналықты үйрететін орталыққа бай кәсіпкерлермен бірдей аренданың бағасын қою деген енді суицид қой. Өзін өлтіргенмен бірдей ғой. Қолдамын. Сондықтан жігіттер ойланайық, кішкене енді былай намысқа шағыңдар енді. Бәрімізді мәңгүрт қылып, бәрімізді қуыс кеуде қылып, бәрімізді осы жерде біріміздің етімізді біріміз жегізіп құртайын демесеңдер. Болды деймін осымен. Онда осы видеоны көрген адамдарға арнап біз 10 шақты кітап алдырттық. Пікір жазып, бөлісіп, енді бұндай видеоны бұл сұхбатты таратпаса күнә дейді ғой енді. Ол еңбектеріңіз бекер кетпейді, әрине соның ішінде бір 10 адамға біздің атымыздан осы қуыс кеуде кітабын жеке өздеріңіздің мекен жайларыңызға салып жіберетін боламыз. Сыйлық сол еңбек еткендеріңіз үшін, әрине бәрін емес, бірақ 10 адамға, қалған адамдар бұл қуыс кеуде кітабын Каспийдан сатып алса болады ма? Каспийде барлық кітап дүкендерін Қазақстанды жаулап болды деп ойлаймын. Енді бұл жерден қуыс кеуде кітабы ғана емес, бұл жерде бала тәрбиесі бойынша балалықтан эпосқа деген кітаптар. Балалықтан даналыққа бар, сосын әлдейден эпосқа дейін деген бар, салт дәстүр сөйлейді деген бар, сосын экософия деген бар, үлкен балдарға арналған мамандықтың мәні деген бар, бойжеткен қыздарға жаңағыдай бір нәрсе ұрынып қалмасын деп шығарған махаббаттың мәні бар. Сосын енді жағы жастық шағымды қайтсем дұрыс пайдаланам дегендерге бейсен және болмыс бар. Мәдени майданға шығам дегендерге өзбекәлі бар, ғылыми майданға шығам дегендерге қаныш бар. Сол кітаптарды алып оқысаңыздар болады. Мен өзім бір емес, енді бірнеше кітапты қазір оқып жүрмін. Өмір кітап оқымаған адам едім, бірақ қазір оқып жүрміз, өйткені оқығың келетін кітаптар екен. Сізге үлкен алғыс. Жақсы, рахмет. Енді осы жерде бір батаңызды бересіз сонымен. Былай болсын. Енді бата беру үшін үлкен абыз, үлкен бір хазірет, бір діни бір лидер болу керек. Енді олай адам өзін ішілей бір елге бата беретін лидер ретінде өзін көрсетуге ұмтылмау керек. Жай ғана тілек айтып тарасайық, өзіміз шамамызға қарай. Бірақ қонағымызды қабыл алыңыз, қонақ болуға. Бүгін ба? Жоқ, бүгін емес, уақытын келісіп қоямыз ғой. Жаңағы ма? Оны мен менеджермен сөйлесесіз. Сол ақ десе ақ болады, қара десе қара болады деген сияқты ғой. Мен өз басында билігі жоқ адаммын. Сондықтан былай болсын. Мына тілек айтайық бәріміз енді осы жерде. Мына енді қазақтың жігіттері аяқ астынан байып кетті дағыны, көбісі жаңағы әртүрлі тендерлермен тамырдық таныстықпен сонымен біраз енді ақшаны иеленіп көрді ғой енді. Бірақ енді ақша да бір мәнге, мағынаға байланып тұрмайтын болса, ол адамның басына сор болып жабысатын нәрсе. Сондықтан енді мына біздің сенің негізгі жаңағы көрермендерің, кәсіпкерлер, жаңағыдай мына дәулетті болуға тырысатын салмақты қазақтардың бәрі болашақта байлықтың құлы болмасын, байлықты, материалдық байлықты есек сияқты ерттеп мінетін сондай кеңпейіл атымтай сияқты жомарт болсын. Сөйтіп мына болашақ қазақ тілі үшін күресетін және қазақ руханиятын құлатпай ұстап тұратын педагогтардың табанының астында топырақ болып солардың қызметшісі болсын. Болды, ал менде осы тілек жетеді бізге. Жақсы рахмет. Көріскенше.